Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Жақсыңдар ма? Кеш жарық бәріңізге. Так, бүгінгі күн бізде деген керемет деп өтсек болады. Жалпы энергияны бердік, жалпы энергияны алдық рынктан. Соңғы 47-50 деген целімізді орындап, біз мәз болып қалдық бір. Күн жаңа позиция жасай алмай, сабақтың себебінен, бірақ сабақ біткеннен кейін мә саған подарка деп жақсы бізге бір позиция берді. Соны плюске шығып кеттік. Так, бүгін күндеріңіз қалай өтті? Жалпы Тұран мырза түріктің актері сияқты дейді. Ол рас енді, ол өтірік емес енді. Так, бүгінгі сұрақтарыңыз... мен сөйлейін ба? Так, бүгінгі сұрақтарыңыз дайын деп ойлаймын. Рынкке қатысты. Темамыз біздің. Так, қайсы темадан сөйлесетініңіз біздер қазір енді? Рынок бойынша қоятын сұрақтар бар. Сосын нені айтсыншы деді. Дисциплина туралы, жалпы тұрақты табысқа шығуға қанша уақытта қалай ақша шығару керек, қандай процентпен жұмыс жасау керек деген сияқты. Риск менеджмент туралы айтыңыз үшін. Оны түсінттік. Бүгінгі күнде біздің өтетін эфиріміз бұйырса Алла қаласа. Көбіне сіздердің сұрақтарыңызға байланысты өтейін тұр екен. Онлайн оқығандар нәтиже қалай дейді. Онлайн оқып жатқандар нәтижелерін жазып кетсеңіздер болады. Енді біздер енді мақтанып жаңағыдай біз неден көрсетпейміз. Жаңағы WhatsApp-та бізде бар, достарымыз өзімізге тікелей жазған. Ондайлардың бәрін біз көрсетіп мақтана бермейміз. Өйткені әр адам өзінің алған білімі тек қайырлы болсын деп тілейміз, тек қана болды. Соны дисциплинасын сақтап, ережені бұзбай, сол бойынша жұмыс істейтін болса, көптеген жетістіктерге жетеді. Мысалы, біздерде офлайн оқығанда да бар. Бүгін мысалы офлайн 2 күннен бері жалғасып жатыр бізде. Офлайн сабақта өткен кезде адамдардың мысалы уже көзқарасымен жаңа ойлау қабілеттері қаншалықты кезінде төмен болғаны, рынкке деген көзқарастары басқаша болғандарын түсініп көптеген адамдар қалап жатыр бізде. Келіп на самом деле рынктың не екенін де түсініп жатқан адамдар бар да бізде. Сол үшін оқығандар болса арамызда, оқып жүргендер болса арамызда, онда өздеріңіз отыздарыңыз жазып кетсеңдер де болады. Осы жерде отырып қазір данный момент бізде 26 адам отыр. Сол 26 адамға берсеңдер Нұрсүн Нұрбат. Так, онлайн оқығандар нәтиже ценовой диапазонды табу қай таймфреймде қараған жөн дейді. Так, ценовой диапазон деген нәрсеміз, егерде менің білімімдегі ценовой диапазон болатын болса, оны біз главный 30 минуттан табамыз, оны 4 сағатқа шейін қарауға болады негізінде. Бірақ біз точка входаны определенный өзінің таймфреймдері арқылы біз қарау арқылы точка входа өз жерін табамыз. Өзінің бір определенный бір ережесі бар, соған байланысты біз табамыз тек қана. Оның барлығы бізде сабақта айтылған, онлайнда айтылған ол нәрсе, офлайнда енді онлайн мен офлайнның айырмашылығында ішінде онлайнда айтылды толығымен ол нәрсе, бірақ офлайнда осы нәрсе көрсетіледі. Как-то қалай жұмыс істейтіні, қай жерден қалай қарайтынымызды. Так, риск менеджмент туралы дейді. Риск менеджмент туралы айтатын болсақ, ең бірінші риск менеджментті біз өзімізге сақтау керекпіз. Яғни өзіміздің өмірімізге байланысты, депозитімізге, өмірде капиталымызға байланысты сақтап тұрып, сосын мына рынкке келу керекпіз. Былай просто так рынкке келіп, одан депозитімізден риск менеджмент сақтайтын болсақ, біз ешқашан ақша табуымыз қиындау болады. Ол өтірік емес, ол шындық нәрсе. Өйткені ең бірінші психология әсер етеді. Психологиядан кейін депозитке әсер етеді ол нәрсе. Онлайн обучениеде алтынға бірнеше позиция ашып, қалай жұмыс жасау айтылған ба дейді. Онлайн позицияда бізге көбіне көрсететін нәрсе, рынктың қайтып келетін жерлері, примерно сол диапазонға байланысты точка входа табу. Именно біз диапазоннан точка входаны қарайтын болсақ, біз тек қана стоппен жұмыс істейміз. Именно диапазонда ғана стоп қоятын жері бар бізге уверенно. Ал басқа жерлерде рынкте мен көрген жоқпын стоп қоятын жерлерді, өйткені көбіне алып кете береді ол стоптардың барлығы. Ценовой біздің диапазонның ішінде оны қорғайтын өзінің орны бар. Қорғай қалса қорғаған, қорғай қалмаса онда келесі бағытқа қарай біз не істейміз, точка входамызды жалғастырып кете береміз. Мысалы лонгқа келген болсақ стоппен біз оны определенный, ол тек лонговый деп айтылмайды, и біз оны шортқа да пайдаланып кете аламыз. Егерде біздің лонговыйымыздың подтверждениесі кетіп қалып, шортқа подтверждение шығатын болса. Сол үшін әркімнің өзіне байланысты, там 1000-мен ашып, примерно видеодан да ашқыңыз келіп тұр ғой сіздер деген миллион позиция ашып қойып, и там әдемі көтерілгенді қалайсыз да. Рынкте точка входа деген нәрсе жоқ. Тек стоппен болмаса, а былай цель бар рынкте. Так, басқа сұрақтарыңыз? Именно рынкқа қатысты айтайық, одан кейін жаңағындай біз дисциплинаға келеміз, ақырын-ақырын. Сосын бұйырса Алла қаласа эфиріміз сонымен бір жақсы пайдалы болады деп ойлаймын. Так, мен кописука қойып тастайын да.
жаман емес, жақсы. Так, сонымен жалғастырайық. 31 адам болып қалыпты уже бізде. Риск менеджментті сақтаған кезде хорошо, онда сіздердің былай негізімен сөйлесейік. Риск менеджментті сіздер келіп рынокте депозитін сақтаңыз дейді көпшілігіңіз. Депозитін сақтаңыз дейді. Депозиттен сақтау әрине ол психология әсер етеді. Мен сіздерге депозиттен сақтауды былай айтқанда егер торговый стиль деген нәрсе бар да. Біз торговый стильде егерде по целям жұмыс істейтін болсақ, бұл жерде стоптың да қажеті жоқ, просто өзіміз не істейміз, рынокты определенный бір ценадан кейін өзіміздің депозитімізбен басқарылатындай дәрежеде позиция ашып жабамыз да. Ал скальпингте жұмыс істейтін болсақ, онда суммамен тек ол нәрсені да. Мысалы біз қазір $100 басадық, көпшілікке қолына тиетін ақша 0.01-ден мысалы деген именно скальперский зонадан, яғни стоппен жұмыс істейтін болсаңыз, мысалы скальперский зонадан 0.01-мен мысалы сіз получается 10 позиция аша аласыз, ол 0.10 деген лот болып саналады да. Әрине именно точка жаңағыдай реакция беретін, жақсы өзін қорғай алатын, там ол үлкен маркет мейкер позициясын жапқан кезде ол үлкендігі соншалықты болу керек, оның беретін импульстар жоғары болады да. Вот сондай моменттерде біз оны пайдалана аламыз. 100-ге мысалы $100 біз 0.001-мен там 10 позициясын аша аламыз, бірақ бәрін бір ценадан емес, усреднениемен кішкене выгодный ценадан, выгодный ценадан, выгодный ценадан. Так, пайда тауып жатсақ, налог жағы қалай болады дейді. Ақша шығарғанда Каспиге аламыз дейді, бәрібір дейді. Тұрақты түсіп тұрса сұрақ болады ғой дейді. Тұрақты түсіп тұрса әрине сұрақ бізде болады, ол туындамайтын нәрсе емес, ол туындайтын нәрсе. Бүгінгі күндері қазір енді бізде официальный МФЦ-дан ақша шығаруға болады, егерде біз через Binance жұмыс істейтін болсақ, ол жерде просто 10% алып қалады біздің шығарған суммамыздан. Ал енді Каспиге прямой түсу, ол қалай қылмағанда да тікелей түсіретін, мысалы сізге возможность болатын болса, егер налог ештеңе, то есть несіне қарамай, комиссиясына қарамай, онда әрине ол көрінбейді көзге ештеңе. Қандай сумма болмасын, ол көрінбейді, өйткені офшорный счеттан сізге түседі. Ал официальный жұмыс істеу үшін біз по-любому өзіміз барып аяғымызбен барып тіркелсек болады, бірақ бұл жақтың налогтары кішкене бешеный, чем саудаға, бизнеске қарағанда. Өйткені ол жақта мысалы 2%, 3% алатын болса, простой бизнестерде бізде енді ол сумма квартальный доходына байланысты. Ал бұл жерде сен стандартный бір не қойылады, тариф қойылады, сол тариф бойынша налог төлейміз. Неше стратегия оғанда бір ұғымды екіге бөлеміз, өйткені бір 5-6 сабақ бар біздерде онлайн курста. 5-6 сабақтың өзі бізден көптеген түсініктер береді. Ол жерде бір бастапқыда бір түсініп кету үшін, көзқарасты өзгерту үшін ол көптеген нәтижеге ие болады. Егер видеоны қайта қарайтын болсақ, қараған сайын бір нәрсені түсіне бересіңдер. Гүлбану пишет дейді. Так, біздегі қазір болып жатқан менде де орындады дейді. Бірдей екен, бірдей жерген кірген екен. Так, басқа сұрақтарыңыз именно дисциплинаға байланысты. Дисциплинаны қашан басқарамыз, қашан сол ақшаны жоғалтуға дайын болған кезде басқарамыз тек қана. Ал жоғалта алмайтын суммамыз отымызда, лучше ондай суммамен кірмеген жақсы рынокке. Ол бірінші ережеміз біздің. Оның ішіне жанында сақталатын сол бастапқыда рисктеріміз, өмірден сақтап келген рискіміз. Ал қалғандары уже бізде рыноктың қозғалысында манипуляциясына байланысты өзіміз ұстау. Бізде оқиғалар болды, мысалы по целям жұмыс істеген кездерде біз қандай процентке болмасын, біз дайынбыз ол сумманы жоғалтуға, и бізде всегда успешный болады оның барлығы. Мейлі процентке отырсақ та, бірақ успешно шығып кетеміз постоянно. Ал сценарийсіз ештеңесіз просто кіріп кететін болсақ, онда маған да дисциплина көмектеспейді, риск менеджмент те көмектеспейді, психология да көмектеспейді, менің опытым да көмектеспейді, мен де сливать етпесем мұндай моменттерде да. Сол үшін всегда рынокқа келетін кезде мен не үшін келіп жатырмын, мен не үшін кіру керекпін, маған қандай подтверждение бар бұл жерден кіруге деп. И сол екіншіден классикалық білімді біз пайдалана отырып, оған теріс қарай жұмыс істеудің амалын табамыз. Binance'тан тек қана карточка арқылы емес, біздер P2P арқылы емес, біздер прямой да шеше аламыз оны деген.
ол проблема емес, ол бірақ МФЦ арқылы шешесіңдер тек қана. И оның жолдары көп. Негізінде біздер ақша шығарадан бұрын көзге түсетіндей ақша тауып үйрену керекпіз ғой ең бірінші. Одан кейін оның барлығы поэтапно шешілетін нәрселер. Просто қазір деген біз көп ақша табамыз ғой деген сияқты үмітпен отыру, это ол кішкене сәл қиындау болады да. Бізде енді көпшілігіміздің ниетіміз трейдингке келдік та, біз сразу қазір үлкен ақша тауып кетеміз ғой деген сияқты ниетпен келеміз. Ол қате түсінік негізі. Ақшаны кішкентайдан бастап оны өсірудің амалын табатын болсақ, сол кезде ғана біз не істейміз, келесі сұрақтарға өтсек болады. То, что біз үлкен сумманы шығарған кезде ертең налогты қалай төлейміз, немесе налог төлемейміз деген сияқты вопростар қоюға болады бізге. Өте жақсы болады сол кезде. Так қатып жатыр дейді, бізде вроде бәрі жақсы сияқты. Алтынмен ғана жасайсыз ба дейді, валютный парларға келе ма стратегия дейді. Әрине келеді, келмейді емес. Алтынмен өткен жасайтын себебіміз, алтында волатильность жақсы. Мен үшін жақсы, ол керемет дүние, мен айтамын былай сізге. Тек бір уақытта жаман, рыночный кризис түскен кездерде енді ол мен оны жаман деп айтамын, бірақ бір жамандығы мен артында оның 10 жақсылығы бар да. Өйткені манипуляцияның уақытында, там рыноктың кризисінің уақытында новый формациялар, новый көзқарастар, там жүретін жүрісінің примерно есебі, там АТР саны өсу дейді ғой мысалы деген. Сол сияқты нәрселерді біз не істейміз, оны рынокте қашып кетті ғой деп жаңағындай біз жаман көзбен қарамаймыз. Оның рыноктың жасаған жамандығы болса, біз оның ішінен жақсысын шығарып аламыз. Бір жамандықтың ішінен біз 5 жақсылығын шығарып аламыз деген сияқты ниетпен біз не істейміз, қайтадан рынокты зерттеу арқылы оған бізге өзімізге қолайлы нәрсені алып жүре береміз. Рынок сондай нәрсе, ол бұрында тұрмайды, ол всегда ол өзгеретін нәрсе. Сол үшін біз де соған байланысты постоянно өзімізді расширениеге жіберіп тұру керекпіз. Біз постоянно өзімізді ұлғайтып, дамытып, есейтіп, сөйтіп не істейміз, рынокпен выживать етіп бірге жүре береміз. Өйткені ол бұрында тұрмайтын нәрсе. Спотта анализ оқығам, ол анализ спотта келіспейді ғой бұл жерге. Өйткені біздің уже хай бағаларымыз бар ғой бізде деген. Ол төменгі баға болса екен, онда сізге келіседі. Рынокта шакал болу керек деген сөзіңіздің жаны бар дейді. Ол әрине, ол рынокта шакал болмасаң, рынок саған шакал болады, сосын ештеңесіз қаласыз, сосын бір күні отырасыз ақсап, немесе тағы да басқа нәрсе болып. Өйткені хищниктер көп, атака всегда бізге жасалады, и сол үшін біздер шакалдың өзі болмасақ та, шакал сияқты қабілетіміз болу керек. То, что ол жаман сөз емес. Айтылуы бізге жаман болып естілуі мүмкін бәлкім шакал деген нәрсені, өйткені біз соны жаман деп қабылдаймыз. На самом деле оның істеген амалдарын ешқандай жануар жасай алмайды. Сол үшін бұл бір аңдардың арасында, жануарлардың арасында өте умный аң. Рыноктегі кризис ұзақтығы қанша уақыт болады? Айлар, жылдар дейді. Рыноктың уақыты енді максимально 3 айға дейін созылады, егер де басталып кетсе. Каждый 4 жыл сайын постоянно болады, болмайды емес ол нәрсе. И каждый кризисте экономика болсын, өмірлік там новостиге байланысты, эпидемияға байланысты нәрселер бізде постоянно обновление болып шығып тұрады. Өйткені олар да бір кішкене медицина болсын, басқа сала болсын, там мұнай болсын, газ болсын, алтын болсын, тағы не болсын, бізде қандай өндірістер болмасын, қандай мемлекеттер болмасын, сол кризистің уақытында өздері не істейді, нығайтып, аяқтанып алады. Ол неизбежный нәрсе. Ол нәрсені білмейтін болсаңдар, трейдерлер біліп жүргендер. Ол 4 жыл сайын қайталанып тұра беретін нәрсе. Сол үшін одан қаша алмаймыз, ол всегда болатын нәрсе оған. Примерно уақытын айтып қояйық онда сізге. Уақытта керек болады, қазір уақытында сұрайсыңдар ғой сіздер деген. Осы күнге дейін кризис уақыты екі жерде болады, жылына екі рет болады. Екі рет болған кезде, смотря бірінші болғаннан кейін біз күшіне қарап, екіншісінде примерно сондай жобамен күтеміз. Біріншісі бізде болатыны ол всегда март айының басында, так, февральдың орталарынан бастап, марттың аяғына шейін, или марттың ортасына, или немесе марттың басына дейін болады. Ал екіншісі болатыны августтың ортасынан басталады, содан сентябрь, октябрь, может быть, даже жаңа жылға дейін де болып қалуы мүмкін. Так, бұл жерде қалып қойған бір не бар. Сіздерге боттарға торговый көзқарасыңыз қалай дейді. Мен боттарға негізінде түбегейлі қарсымын, өйткені олардың оқу тәртібі, ашатын, жабатын деген сияқты нәрселері, соған байланысты жаңағыдай депозитті басқару жағына бұларға код берілмейді. Бұлар определенный пайдаға шығу үшін өзінің еселеп аша беретін тек қана көзқарасы болады. Сол себептен бот болады, егер де тек қана бізге зонаны көрсетіп,
осы жерден кір немесе осы жерден шығасың, осы жерден мындай доллар ұстайсың сияқты подсказка берген жағдайда тек өзіміз ашып өзіміз жабуға мүмкіндік берсе, онда ол нәрсе болады, болмайды емес. И то ол кім шығарды, кім ойлап тапты, кім қандай жерді қолданды, неторговный объем қолданды ма, немесе тағы да бір басқа, может алады да бір классикалық білімді алады да соны робот қылып шығарып сізге сатып жібереді, ал ол жұмыс істемейді сізде уже деген. Сол үшін бізге ол қаншалықты жұмыс істейтіні маңызды, и қандай суммада, и плюс қандай лотпен жұмыс істейтіні. Егер роботпен полный тек жатып ақша тапқыңыз келсе. Так, астыңға өтейік біздер. Басқа сұрақтарыңыз, кімде қандай сұрақ, бізге именно сіздердің сұрақтарыңыз көкейіңізде жүрген рынокқа қатысты, именно мысалы Форексте бір сұрағының жауабын таба алмай жүрсеңдер, ол сұрақтың жауабын барынша қолым келгенше рыноктың терминологиясын қолданбай, біздер саған қарапайым тілде түсінуге тырысамыз. Индикатор қолданасыз ба дейді. Индикатор дегеніміз мысалы деген смотря қандай индикатор, объемға қатысты индикатор қолданылады, өйткені керек нәрсе ол тиковый болса да керек нәрсе рынокте. Ал былай басқа индикаторларды қолданбауға тырысамын. Жалпы индикатордың өзінің білімдері бар. Индикатордың білімін алған болсаң, толық оны үйренген болсаң, жалпы индикатордың өзі көп көмегін тигізетін жерлері болады. Но бірақ классикалық түрде қарамаймыз оған. Оған басқаша көзбен қараймыз біздер. Классикалық түрмен біз көзбен қарайтын болсақ, ертең күні ол обязательно сливке апарады, и ол сізге ешқандай білім бермейді, и біз не істейміз, оған арқа сүйеп үйреніп қаламыз да, рынокке бірге бір қалған кезде біз өз шешімімізді өзіміз шығара алмай, депозитімізді сливать ете аламыз. Это уже факт. Жаңалық уақытында трейд жасай береміз ба дейді. Жаңалық бола ма, жаңалық болмай ма, рынок ұйықтай ма, Азия бола ма, Европа ма, ашыла ма, жабыла ма, біз оны жасай береміз. Өйткені сол уақыттарда біздің целдер шықпасайды. Фибоначчи мен сауда жасайсыз оғанда Фибоначчиде мен өзімнің настройкам бар, жеке өзімнің настройкам бар. Мен сол настройкамен тек қана мен Фибоначчи инструмент ретінде пайдаланамын. Оны зона қылып тастам, негізі линия қылып тастам, өзің үшін білгеніңді істейсің ол Фибоначчимен. Сол үшін Фибоначчиді жалпы мен қолданбаймын деп айтпаймын, бірақ оның классикалық уровеньдерін пайдаланбаймын, бірақ өзімнің сызып қоятын, өзімнің есебіммен жазылған нәрсені пайдаланамын. Жанғазы дейді, уровень поддержка, уровень сопротивления қолданасыз ба дейді. Уровень деп отқанымыз ол қай жерде? Маған қызық та сол нәрсе. Сіздер уровень деп айтасыңдар, бірақ ол қай жерде рыноктың? Сіз поддержка деп не айтасыз, сопротивление деп не айтасыз? Үстіңгі баға мен астыңғы бағадан бұрын оны қалай табасыз? Стратегия үйретесіз ба дейді. Стратегиядан бұрын мен сізге бір ұғым үйретемін, оған рынокқа деген көзқарасты үйретемін, рыноктегі целдерді үйретемін сіздерге. Оған байланысты точка входаларды үйретемін. Енді оның барлығы мен стратегия деп айтпаймын, мен сізге просто рыноктың көзқарасын, қай кезде қандай алып ұстау керек, қандай депозитті қалай істейміз, и қандай целдерді орындаған жақсы, қандай кезде болмаса орындамаған жақсы деген сияқты нәрселерді сізге үйретеміз рыноктың. Цел беремін дегеніңіз, еще цель қалай қолдану керектігі туралы да айтыңыз. Бізде сол по целям жұмыс істейміз ғой сірә. Жоқ, Адаке, адасып тұрсыз. 0.25, 0.75 деген нәрсені мен қолданбаймын. Мен лично өзім қолданбаймын ол нәрсені. Оны менен кейінгі шыққан балдар, яғни менен үйренгендер, олар бастарын қатырмас үшін жеңілдеткен түрлері, өздерінің типа риск менеджмент сақтаған түрлері ғой, енді 0.75, 0.25 деген сияқты нәрселерді қолдану үшін. Ал мен үшін фибаның жалпы каждый деңгейі мен үшін маңызды, оның каждыйына бөлек-бөлек тоқталатын темалар бар негізінде. Сол үшін бұл жерде определенный уровень жоқ, именно өзіміздің жазған, өзімнің именно керек. Бұл керектігі соншалықты маркетмейкерлердің примерно есебін шығару үшін келешекте жүрісінің. Криптомен жұмыс жасай бере ма стратегиялар дейді. Криптомен жасайтын определенный бір 2-3 нәрсе болмаса, криптоның әлемі бөлек, оның объемдары реал объем болмағаннан кейін тоже қиын. Ол бір какой-то бір команданың интересі болыватқан, и всегда ликвидацияны жақсы көреді ол. И оған арнайы бір нәрсе қолданбасақ, рынокке деген келіп, былай то, что ол біз қолданатын
валютный рыноктың қолданатын нәрселері простой объемға келетін болсақ, объеммен кішкене қиындау, ол рас нәрсе. Ал былай общий пониманиемен қарайтын болсақ, рыноктың общий пониманиесі бар. Ол нәрсемен сен любой рынок, акция болсын, облигация болсын, фьючерс болсын, крипто болсын, форекс болсын, без разницы қай валюта болмасын, сенде ол соған жұмыс істейді. Ол өйткені общий рыноктың пониманиесі ол. Вот сол нәрсемен жұмыс істейтін болсаңыз, ол любой рынокта жұмыс істейді. Ал бір ұғыммен тек қана жұмыс істейтін болсақ, мысалы деген, ол кішкене қиындау. Курс бағасы қанша дейді? Курс бағасын білгіңіз келсе, мына менеджерге хабарласу деген батырмасын басатын болсаңыз, сол жерде барлық сізге толық информация беріледі. Эфир менде ғана қатып жатыр ма дейді, бәріне солай ма дейді, жарты әңгіме ести алмай қалып жатырмын дейді. Ести алмай қалып жатсыз, бірақ сұрақтарды қойып жатсыз жалпы негізінде. Ликвидностьпен жұмыс жасайсыз ба дейді. Ликвидностьпен жұмыс жасайсың ба деген сұраққа жалпы жұмыс жасаймыз, ол бар, ол жоқ емес ол. Өйткені біздің стратегиялардың ішінде именно сол стоптарды жинау деген сияқты нәрселер болады бізде. Қатып тұр, дауысы жоқ дейді. Ол қалай болады екен, қатып тұр деген? Ол бар, ол жоқ емес. Әп-әдемі естіліп тұр. Бізде әп-әдемі естіліп тұр, бізге өзімізге обратно естіліп тұр ол дауыстың барлығы. Так. Әркімнің өзінің связына байланысты отқан шығар. То, что біз жақта жалпы жақсы естіліп тұр. Бір позиция болса бір көре қойын дедім, бұл жерде бір позицияда шықпай қалды ол бізге де. Глобальный цель осы соны айтсаңшы, өзіңіз шортта отырған. Бізде глобальный, мен оны талпан оған шақырмаймын, жалпы негізінде, жалпы шортқа барамыз ғой, бармайды емес, по-любому хау евромыз біздікі шортқа батады, ол естественно алдағы уақытта. Соған байланысты хау евро тартса, хау еврода артынан оған кетеді, өйткені хау евроның целін орындау үшін. Бірақ кейде пилар ретінде жаймен түсу мүмкін алтын, бірақ евро сол моментте импульспен барып орындап алып қайтып риск орнына да келу мүмкіндік болады. Бірақ дегенмен де соның өзінде де по-любому шортқа қарай суретін салады. Өйткені өзінің үлкен барған манипуляциядан кейін кеткен бағасына хау евро не істеді, одан аса алмады кешегі подходта. Сол үшін ол жалпы жақсы деңгейде ұстап алды үстінен. Жаңа неге екі шетпен дегер болғансың ғой? Хау евроны USD-де көп пайдаланбайды, Болады пайдалануға. Жоқ, имеется в виду рынокта вообще қайсында көп? Пайдаланады. Екеуі почти бірдей. Алтынның есеуі кетеді ғой бұл жерде деген. Алтындікі ғой сейфти негізінде. Так, осымен біздің сұрақтарымыз біткен сияқты ғой, или жаза алмай жатсыңдар ма? Сұрақ жоқ болса, кішкене история айтып кетіп, мотивация жоқ болса. Жауап қандай? Не тастап жүргісі келетін уақыттарда не істеу керек деген сияқты. Оның барлығы жаңағы осы теманың ішінде бізде дисциплина деген мәселе ғой. Дисциплина деген нәрсе сақталмаса, сен рингте ұзақ уақыт жүрмейсің дейді ғой. Алтынмен жасаймыз, Гүлзира ханым, біз алтынмен жасаймыз. Алтынмен де жасаймыз, алтын евромен де жасаймыз андасында, там британский фунтпен де жасаймыз деген сияқты нәрсе болады. Кейде японский иенамен де жасап кетеміз, егер де бізге жақсы позиция беріп жатса. Сұрақ қойсам ұрсатын сияқтысыз дейді. Енді WhatsApp-та ұрсу мүмкінмін да, бірақ енді неге ұрыспаймын, бірақ ұрысқанда да мен сізге болсын деп ұрсам, именно сіздердің жағдайларыңызға байланысты. Ал былай қараптан қарап тұрып адамға ұрыспаймын мен.
онлайн курста сигнал беріп тұрасыз айтты, шама келгенше, қолдан келгенше сигнал шыққан болса, біз нақты сигнал, мысалы бізде рынокта сигнал көп болады, жаңағыдай сигнал болғанда сигнал емес беретініміз, бізге цель тек қана беретініміз бағыт бағдар. Мысалы примерно там $20 жоғары жүрісті мысалы ұсынамыз. Қазір цена мысалы деген 347 жүрген болса, примерно там 300-ге дейін түседі деп, 305-ке, 310-ға барады деген сияқты нәрселерді біз айтып отырамыз, ондай нәрселерді. Айтпайды емес. Бірақ енді оған кіріп шығатын жолдардың примерно есебі, жобасын соған сәйкестендіріп, мен шама келгенше жаңағыдай просадкада отырмайтындай вариантпен сондай қылып айтқым келеді. Ал былай сигнал ретінде кір шық деген нәрсені мен айтпаймын, өйткені ол адамда ондай білім жоқ. Примерно қай жерден без убыткімен шығып кетуге болады, мысалы қандай манипуляцияны шыдауға болады деген сияқты білім болмағаннан кейін мен ол адамға ондай сигнал айтпаймын. Ал в целом по целям айтамын. Әнет жазып басады. Әнет, ассалаумағалейкум. Сұрағың бірақ дұрыс сұрақ қойсаң тіпті алдын ала. Классика неге қазір жұмыс жасамайды дейді. Классика негізінде жұмыс жасайды, бірақ лақтыру да дәл сондай. Сол үшін классикалық білім ол талпада бар білім. Талпада бар білім ол рынокте жасамайды. Талпаны лақтыру үшін рынок жүреді всегда. Егер сіз берген білім талпаға айналып алдағы уақытта бұйырып байып кеткеннен кейін жоспарың қалай дейді. Мені кім айтты бай емес деп. Мен құдайға шүкір өз ішіме өзіме баймын. Барлығы жеткілікті өзіме, қай жағынан қарамасам да. Жетістігіме итақтамай өзім құдайға шүкір жеттім. Болса именно сен сияқты рынктен тіпті хабар жоқ, но бірақ ақша тапқысы келетін адамдарға көмегім тиетін болса, нұр үстіне нұр болады мен үшін. Рахмет, Нұрка. Старт пакет алдық дейді. Пробный жақсы түсіндіргенсіз. Нақты айтылған дейді. Енді сіз ол тек қана алғаныңыз 30% қана тек түсініктемесі ол. Оның ішінде главный ережелер бар, оның ішінде жатқан, ол енді онлайнда сондай өз пакеті. Енді қарайтын болсақ, офлайнда ол вообще тереңдетілген нәрсе. Даже бізде қазір офлайнда отырған адамдарымыз бәлкім бар, бәлкім жоқ, білмеймін бұл эфирде. Но бірақ егер де отырған болатын болса, ол жерде өздері айтып кетсе де болады. Мен бұлардан сұрамаймын негізінде, айтыңызшы деп та, өйткені мен үшін ол бір андай бір мақтанатын сияқты нәрсе болып көрінуі мүмкін да. Мен бұл нәрсемен мақтанбаймын. Жетістік бар ма, өзім жетемін, өзім үшін өзім мақтанамын тек қана. Ал сіздердің алдарыңызда өйтіп мақтанып, жаңағыдай өзімді жаңағыдай бір көрсету үшін шыққан адам емеспін. Көпшіліктің үйретіп отқан нәрсесін жоққа шығармаймын, но бірақ дұрыс нәрсені үйрету үшін мен өзім шыққан адаммын. Оны мен қанша уақыттан бері айтып жүрмін. Бір уақыт келеді, мен өзім шығамын осы эфирге, бір уақыт келеді, мен өзім үйретемін адамдарға деп та. Сол уақыт Алланың қалауымен келді бізге, құдайға шүкір. Енді соған байланысты сіздерге уақыт арнап жатқан жайым өзімнің. Цельді қайда айтасыз дейді. Цельді пробный алғандар бола ма, там онлайн алғандар болады, енді офлайн алғандар болады. Уже офлайндарға уже почти керек емес болады по целям айту, өйткені олар өздері табатын болады. Қалай мен табамын, дәл солай олар да табатын болады. Ал енді онлайндарда тоже самое, оның 50% табалады. Ал енді пробныйлар енді цель болмаса да, бірақ примерно жобасын, бағатын, баратын жерін түсіне отырады. Просто tvh.fo-да кіретін жерлеріне кішкене шолақтау болып қалуы мүмкін. Бұйырса алда уақытта уақытымыз Алла тағала беретін болса, бізге біз аласыңызда қоясыз. Бұйырса ол бұйырған не дейді, жүгірген жетпейді, қалай айтады тағы ол нәрсені? Бұйырған кетпейді. Бұйырған кетпейді, бап шамама, бақ шабама деген сияқты нәрсе. Сол үшін ниетімізді тазартайық, ниетімізді жаңалайық, сосын бұйырса қонатын білім өзі қонады. Сіз үйретіп жатқан заттар ертең күні талпа білетін уровеньге жеткен кезде жұмыс жасамай қалуы мүмкін ба? Классикадағы сияқты. Жоқ, талпаға дейін қайда, біз мировойға шығу керекпіз ол үшін деген полностью. Біздің өзіміздің қазағымыз құдайға шүкір и так қатты да көп емеспіз біздер деген, но бірақ өзімізге жеткілікті осы нәрсенің барлығы. Бәрі бірдей үйренбесе де, бірақ дегенмен де оның трейдерстармен айналысып жүргендердің ішінде біршама адам үйренгеннің өзі біз үшін жеткілікті ол. И бізде орында тұрмаймыз, бізде всегда обновление болады, болмайды емес. Біз всегда обновить етеміз нәрсемізді. Каждый кризис сайын обновление болады. Оларға обновление болғаннан кейін оларға айтын түсіндіріледі осы нәрсе. Уже білім деп түсіндірмейсің да, ол моментте алынған білімді біз не істейміз, керекті зоналарын или керек еместерін алып тастап не істейміз, қайтадан жаңартып аламыз. Сөйтіп рынокпен бірге қосылып жүре береміз ол. Онлайнда видео сабақ болады енді онлайнда. Өзім түсіндірген, өзім өткізген. Плюс еще обратная связь группаның. Ол обратная связь бізде болады.
ол онлайнға да болады, ол офлайнға да бірдей, екеуінің уақыттары да бірдей, сондай бірдей көзқараспен қараймыз. Просто бұл жерде тек қана офлайн оқығандар мен онлайн оқығандарды араластырмаймыз, оларға бөлек жасаймыз каждыйына, өйткені олардың қоятын сұрақтары екі түрлі болады. Сол үшін бізде обратная связь постоянно болады. Каждый онлайн болсын, офлайн болсын, отдельно каждыйына апта сайын зум өткізіп тұрамыз, бұйырса алла қаласа. Көптеген возможностьтар береміз, бермейді емес, жаңағыдай пока білім алып, жаңа алған білімді практика жүзінде қортамыз дегенше, жаңағыдай көптеген көзқарастарымызды өзгертеміз дегенше, жаңағыдай өзіміз кішкене аяқтанамыз дегенше, күнделікті табысқа шығатын деген сияқты оларға арнайы бір платформадан дайындап, соларға бір күнделікті осы жерден кіретін, осы жерден шығатын, мына скальперский зона, там цельдің зонасы деген сияқты нәрселерді біз не істейміз, шығарып, оларға көрсетіп қойып отырамыз, оларға тек қана доступ береміз. Сондай бізде жалпы поддержкалар болады, болмайды емес. Мақсат бұл жерде сіздердің ақшаларыңызды алып қалу емес, сіздерді бір пайдаға шығару. Оқығаннан кейін де сол ақшаңызды ақтаудың әрекетін жасау, сол тапқан алған біліміңізден уже пайдаға шығып бір жетістікке жету. Ертеңгі күні артымызда өзіміздің Арнас трейдинг скул деп мысалы ашылғанын терсе, біздің академиямыз соның артында бір ізбасарлар қалу, былай айтқанда сенің ізің қалып қою бұл өмірде деген сияқты нәрсе. Сол үшін бізде осындай бір жақсы ниет болғаннан кейін бізде алдау, арбау, там инфо-цыганский методпен, там уәде беріп, там бір нәрсе деген нәрсе жоқ. Каждый адаммен индивидуально мысалы сөйлесу арқылы, олардың алатын білімдері үшін, олар қалай қабылдады, қабылдауға дейін әрекет жасап, қолдан келгенше сүйреп деген сияқты нәрселерді көп істейміз да. Тайминг деген қалай түсінуге болады? Тайминг деген уақытында деген сөз. Тайминг деген уақытында. Сол вовремя дейді ғой мысалы деген да, сол нәрсе. И оның бөлек вовремесі бар, одан бөлек өзінің есебі бар. Сондай нәрсе тайминг деген. Мен лично өзім MT5, MT4 қой енді қолданатынымыз, MT4 көп қолданамын. Соның ішінде мен даже осы компьютермен мен анализ жасай алмаймын. Сөзін шын айтсақ, маған көзіме ыңғайсыз болып қалған осы күнге дейін уже. Неге мен даже компьютермен сделка ашып отырсам да, бірақ телефонмен анализ жасап отырамын. Өйткені менің анализдерім бәрі осы телефонға лайықты. Басында Нұршат, слив көп болды менде. Слив деген нәрсенің көкесін танытқанбыз, оның атасымен де танысқанбыз, оның көршілері, құдаларымен де танысқанбыз. Жалпы олардың тойына да барғанбыз сливтердің. Одан кейін уже сол сливтерді біз не істедік, кішкене әрі қарай асырып жеттік. Аптаның аяғы болмасын, күннің арты болмасын, немесе тағы да айдың аяғы болмасын, қалай қылмағанда плюспен жауып, сонымен нәпақамызды тауып жүрдік, Құдайға шүкір. Бүгін мысалы мен офлайн сабақты өткіздім, таңертеңнен почти кешке дейін деп айтамыз, өйткені таңертең тұрғаннан бастап мен уақытым тиген жоқ бұл рынокке қарауға. Бізде енді Құдайға шүкір мен енді азғантай лот десем де болады, там үлкен лотта бар скальпинг жасаған. Егер сізге көрінетін болса, ол тек мына бір счетымда тек жоқтан жақсы тапқаным $30, менде $213 ма екен пайдам, примерно сондай да, көрініп тұрған болса сізге. Ол осының барлығы уже менде не болды, сабақтан кейін тек жаңағы шай ішіп жатқан кезде көріп қалдым да, момент кірдім де, момент шығып кеттім, моментін пайдаланып өзімнің. Вот сондай ол нәрсе. Рынокты сол моментінде пайдалану ғой. Рынокте менде уақыт жоқ, қашан босаймын, сол уақытта жұмыс істеймін. Өйткені бұл еркіндік, бұл жерде определенный жұмысқа келген сияқты отырмаймын мен. Жаңа айттым ғой бүгінгі ситуацияны түсіндіріп. Мен бүгін сабақ бердім, почти кешке дейін, тек үйге барып, тек шай тамақ ішіп жатқан кезде менде целім шықты өзімнің определенный. Сол цельді уақытында пайдаланып қалдым да, өзімнің керек ақшаны тауып алдым, болды. Мен мысалы отырған адамбыз да. Ол және бір счет емес, біз екі счетпен де жұмыс істедім да, мен өзім жалпы екі счет қолданатын болғаннан кейін. Мақсат бұл жерде бізде деген үлкен сумма табуда емес, әйтеуір күніне бір нәрсе тауып, процентпен қосып қою ғой біздің мақсатымыз деген. Сол үшін андай үлкен сумма, там миллиондаған, там 15-20 мың, 30 мың, 50 мың доллардан нәрседен мен істемеймін, өйткені ол маған керек емес. Қалай қылмағанда да өзім кішкене сақтанам. И бізде енді қазақта ырым бар ғой, көп деген нәрсе. Көз, сөз деген сияқты нәрселер бар ғой. Қай таймфрейм астында жұмыс жасайсыз дейді. Смотря қандай позицияға.
эгер целям болатын болса 30 минуттук 1 сааттык 4 сааттык деген сыяктуу кете берет. Ол 15 минут мен жалпы универсал 4 саатка дейин мен баардыгын пайдалана берем. Ол жасырын эмес, ол шындык. Бизде бирдеңе чыгып кетти ма, жана не болду? андай если айран әңгіме таусылса презентацияны қосайын ба деген А. Презентациянын ичинде мынакта өздөрүнүн сурактары да жакшы айтат. Жалпы кай таймфреймде основной жумуш жасайсыз дейт. Мисалы определенный бир таймфрейм жок, уже айтылды жаңа да. Мен 4 саатка дейин жасай берем. Баары бар ошонун ичинде. Эгерде сиздерге жанагы дисциплина туурасында, риск менеджмент туурасында, немесе тағы да жанагындай биздин именно рынокко катыштуу нерселер туурасында заттар кызык болатын болса, уже кызык болгон болса, немесе олардын сурактарынын жооптарын алган болсаңдар, эми плюстериңизди басып кетсеңдер, мен просто сүйлөп атканым баары бекер болмасын, сиздер түшүнүп отур го деген сыяктуу, сиздерге жетип жатыр го деген сыяктуу менде бир көңүл күймөй отурайын деп эдим го. Сол үчүн сиздерден бир плюс басып кетиңизчи, эгерде түшүнгөн болсаңдар, ар ким сурагына жооп алган болса. Колдон келгенче баардыгынын сурагын өткүзбөй жооп берүүгө тырышып отурум. Плюске кетти. Жакшы. Мен де кубанычтымын. Айтчу сурактарыңыздын жооптарын алып отсаңдар. Башка да бир билимдилүү деген сыяктуу жанагындай бир түпкүр эле бир кыйын сурактар болот, мисалы дегенде, даже именно осы рынокко байланыштуу сондай бир ситуацияга тыгатын сурактар болсо да, ол мен үчүн жакшы да. Оған мен жооп берүүгө тырышсам, өйткені мен бул рынок боюнча жалпы жеткиликтүү информация алган адаммын. Рахмет, сау болуңуз. Запись сакталсынчы дейт. Мағжан дейт. Мағжан деген менің ученигим. Кателеспесем, Түркістанның жігіті. Тентек жігіт жалпы өзі деген. Так, бізде де жалпы дегенде учениктеріміздің арасында да бізде бар. Толық әлі бітірмеген жігіттер бар. Олармен де отдельно жұмыс істейміз алдағы уақытта. Мәкеңе ескертіп өтіп ғой, есіңде болсын деп. Бұйырса алдағы уақытта да мен каждыңызды жинап алып, бір уақытта бұйырса бір бұрынғыдай сол бір жиналыс жасап, сол кезде көп нәрсені түсіндіріп айтып кетемін. Тоже извинениеге байланысты, там көзқарасқа байланысты деген сияқты нәрселерді. Енді біздер келіскендей барлығымыз енді бір жерде жиналу керекпіз ғой, Алла қаласа. Так, ладно, біз темадан ауытқымаймыз. Тағы да сұрақтарыңыз болса, тағы не сұрақ мазалайды именно біздің осы рынок бойынша. Өйткені бұл рынок үлкен бір әлем ғой бұл жатқан. Бұның ішінде сұрақ болмай қалу, это уже қиын мәселе. Былайда жеткілікті ғой дейсіз. Жоқ, бұл аз әлі. Бұны көбейтеміз әлі. Құлағынан бұраймыз әлі қайда. Трейдинг үйретушілер көп дейді, но сіздің шыққаныңыз нұр үстіне нұр дейді, мықты дейді. Шүкір, сізді тапқанымызға. Рахмет, сау болыңыз. Енді сіз курс алдыңыз ба, алмадыңыз ба білмеймін, бірақ дегенмен де жалпы сыртта танитын болып тұрсыз ғой. Болмаса бүйтіп жазбайтын шығарсыз деп ойлап отырмын енді. Өйткені көп адам енді мені былай социальный сетьте көп қарайтын адамдар мені танымайды, өйткені мен шыққан емеспін бұл салаға да. Неге именно Инстаграмға, там медиаға деген сияқты нәрсеге. Былай енді мен WhatsApp группаларының ішінде жалпы қолдан келгенше, шамам келгенше каждый смс-ке WhatsApp-тағы, каждый жағдайға, болып жатқан оқиғаға, там рынктың ситуацияларына мен қолдан келгенше көмегімді аямай берем. Бұл үшін мен тартынбаймын бұдан. Тапқан табысқа салық төлей ма дейді. Салық мәселесін пока біз төлемейді деп айтпаймыз. Енді төлегіңіз келсе төлесеңіз болады. Былай әлі пока оған заң шыққан жоқ, сен төлейсің деген заң жоқ бізде именно. Өйткені оның жолын офшорный счеттан түскен ақшаны бұлар көре алмайды. Мысалы, бүйтіп айтып кетейік сізге. Брокерлерге байланысты сіздің суммаңызды түсіреді. Мысалы, прямой түсіретіндер бар, через Binance түсіретіндер бар да. Енді, мысалы, мен қолданатын брокерде бізде ұсыныстан кейін оның ұсынысты қарастырылды, жақын арада, мысалы, ол нәрсе іске кірісті бізде. Олардың определенный өзінің карточкасы бар, ол карточкаға біз тапқан пайдамызды шығарып аламыз да, оны USDT ретінде шығады бізге ол.
и ол пайданы біз не істейміз, карточкадан наличка шығара алмаймыз, бірақ дегенмен де карточкамен төлем жасап любой жерде жүре аламыз. Виза ғой қателеспесем, или мастеркард да, мастеркард болу керек бізде. Сондай өзінің бір условиясы бар да, жақсы бір адамға қолжетімді. Ал наличка ақша шығару үшін оған жолдар көп, өте көп. Енді ол налогқа байланысты, бірақ енді дегенмен де біз өзіміздің мемлекетімізде тұрғаннан кейін налог төлеген дұрыс деп ойлаймын, өйткені бізге возможность беріп қойып отыр осы рынокқа деген ақша табуымызға. Яғни бізде білім болса, рыноктен ақша таба алатын өнеріміз болатын болса, бізге оған доступ беріп қойып отыр, оған жауып қойған ештеңесі жоқ, қадағалап отқан ештеңесі жоқ. Ал целом мен төлеп жүрген жақсы ғой, бірақ дегенмен де адамда бір по-любому бір ниет болады ғой, андай бір кішкене төлемей қалсамшы деген сияқты нәрсе да. Вот ондай нәрселерді кішкене ойластыруға да болады, оны нәрсені ойластыруға болмайды емес, өйткені адамнан айла қалмаған. Риск менеджмент менің түсінігімде, қайталап айтып кетейін, мен өмірден риск менеджмент сақтап келемін. Рынокке келерде уже мен риск менеджмент сақтап, депозитім уже сақталған менде деген. Мен психологияма әсер етпейді бұл ақша. Мен сол үшін спокойно жасаймын рынокте. Аямай кіретін жерде аямай кіремін, аяп кіретін жерде аяп кіремін, деген сияқты нәрсені мен өзім уже еркін басқарамын. Ал өмірде сақталмаған риск менеджментті рыноктен сақтаймын деп ойламай ақ қойыңдар. Рыночный кризистің уақытында мен обязательно кірем, обязательно бір счетты мен сливать етемін, сол үшін специально. Неге? Мен реал счетпен кәдімгідей реально оны мен зерттеймін сол ақшаны деген. Даже бір емес, кейде 2-3 сливать етемін, ол өтірік емес, ол нәрсені жасырмаймын мен. Істеймін ол нәрсе. Зато мен ертеңгі күні одан еселеп аламын. Келесі кризистің уақытына шейін мен содан пайда көріп отырамын да. И из-за этого того стоит. Айтқанда сатып алдым деген сөз ол кризисті да. Smart Money қолданып көрдіңіз ба дейді. Smart Money'ді кезінде армандағанмын, кезінде қиялдағанмын, пока біздің қазақстанымыз ұйықтап жатқан кезде, но бірақ қалай ол информация қолымыз жеткеннен кейін мен үшін ол қызық болмай қалды мүлдем. Smart Money классикаға жада ма жоқ? Көпшіліктің біліне уже кіріп кетті ғой бізде қазір. Smart Money десе уже бәрі примерно түсінеді, ордер блок, там еще тағы бірдеңе. Оның терминология, терминдер көп та, ол нәрсенің бізге білім бергеннен ол бізге термин үйретеді да көбіне. Ақша выводқа заявкадан соң қанша күн өтеді? Карточкаға 3 күннен кейін түседі, 3 күннің ішінде түседі, то есть. Ал Binance'қа түсетін болса, жарты сағатқа дейін түседі өтейінші сізге. Өйткені менің опытымда жарты сағатқа дейін түсті. Бәрі нормально, сізден выводқа шығып, заявка қабылданған болса, жарты сағатқа дейін түседі сіздің неңізге. Ал ертеңгі күні вообще бізде жаңағындай карточкамен жұмыс істейтін болса, бұл именно брокерде тез түседі ақшаң, как перевод ретінде түседі. Өйткені ол сол ішіндегі бәрі связано болады. Мында бізде офлайн оқығандар уже олдыстарын жүріп жатыр ғой, өздерімен өздері уже ақша жасап, жаймен істеп, өздерінің тілінде сөйлесіп жатыр бұл жерде. Сонда Binance деген не дейді? Binance деген жалпы крипто әлемінің платформасы. Бұл жерде сауда-саттық жасай аласыз, немесе оны кошелек ретінде пайдаланасыз, оны немесе обменный валют қылып пайдаланасыз. В общем айтқанда бұл универсальный әлем. Ақшамызды шығарған кезде USDT, яғни доллардың электронный видінде тезер ретінде ол сол Binance-қа түседі, немесе басқа да Bybit деген бар, мысалы тезер, мысалы несі бар, TRC бар, TRC20 бар болса, кошелек ол деген. Болды, сізге ақшаңызды сол крипто кошелекқа шығарып береді брокер. Жоқ, мен ол нәрсені қарамаймын бұл деймін. Мен тіп-тіке тек қана графиктің өзін қараймын, лишний нәрсе қоспаймын оған. Juno'дан басқа қай брокерді ұсына аласыз дейді. Егер де мен ұсына алсам, мен сол брокермен өзімде жұмыс істер едім. Мен просто ұсына алмаймын, өйткені бұл неде ішінде көптеген мен үшін ностальгиялар жатыр. И рыноктың шынымен заявкамен рынокқа кіретінін мен жақсы түсіндім осы брокер арқылы. Сөздің шынына келетін болсақ, оның алдында білетін нәрсем ол менің. И рынок шынымен сыртқы заявкамен жұмыс істей ме, немесе ішкі рынокпен жұмыс істей ме деген нәрсені осы Juno сізге не істейді, жауабын береді. Енді бұл жерде ол реклама емес, бір нәрсе емес, просто чисто сіздерге болсын деген сияқты информацияны мен сізге айтып отырмын. Болмаса, менде мысалы бұл оқиғасын айтып кете қойын, бұл именно Juno, мен именно осы брокер таңдаған себебім не үшін? Менде құдайға шүкір брокер саласында брокерлердің манипуляциясы, брокерлердің жаңағыдай өздерінің жасайтын қитұрқы әрекеттері, палка в колеса деген нәрселердің барлығын, подножка деген нәрселерін мен бәрін жақсы білемін брокердің.
И сол брокерлердің ішінде мен кезінде Рабофорекспен 2017-тен бері жұмыс істедім жалпы деген. Рабофорексте 2019-дан бері енді жақсы жұмыс істедім, бірақ 2017-мен уже пайдаланған кезім. Оның алдында Альпаримен жұмыс істедім. Енді ол кездегі брокерлер кәдімгі рынок деген андай қозғалыстары, қалай айтсам болады сізге, ровно емес, секіріп қимылдайды, гэп өте көп кішкентай таймфреймде. Осы нәрсе главный рынктың ережесі осы міне. Егер де любой бір брокерге тіркеліп, оның платформасы реал счеттің ішінде ровно жұмыс істейтін болса, это уже внутренний рынктегі өзінің ішіндегі оборот айналдырып жатқан брокердің қатарына жатады. Өйткені оның роботтары ровно сөйтіп трансляция ажыртқан информация алмайды. Оның ішінде заявка ортасында жоқ. Ортасындағы трансляция алып жатқан нәрсенің не істейді? Бізде цена алады осы кезде. Алған кезде оларда какой-то секунд, миллисекунд не тоқтау глюк болу керек та. Глюк болған кезде не істейді? Цена кішкене секіріп қимылдау керек та. А енді мен Juno'да осы нәрсені байқадым. Ол историясы былай бізде басталған. Мен Рабофорексте жүрген кезімде одан уже мен ценадан жеп басады, ценамыз сәйкке тимей басады, жаңағыдай жеткізбей тастайды, немесе асырып жібереді деген сияқты нәрселерді жасаған кезде мен уже Рабофорекстен кетудің амалын жасап бастадым, ақшаларын бәрін шығарып, ал тек Амарксте мен ақшамды шығара алмай қалдым көпке дейін, өйткені бұл маған білмеймін неге екенін шығармай тастады. Там анау дұрыс емес, мынау дұрыс емес деп. Оның себебі мен паспорт ауыстырған, паспорттың уақыты өтіп кетті, и паспортты қайтадан өткізу керек болдым. По-моему, сондай отбасы. Сөйтіп жүрген кезде маған бұл Қазақстан келмей тұрған кезде бұл ұсыныс ретінде маған түседі. Түскен кезде айтады маған, осыны Ареке Қазақстан бойынша сіз таңдап отырық, просто сіз маған брокерді Қазақстанға кіргізейін деп жатыр едік, бірақ сіз осыны бір зерттеп бересіз қандай брокер екенін деп. Егер сіздің осыған біліміңіз жетсе деді, мен сразу брокер мәселесіне мен кіріспеймін дедім, оған мені араластырмаң дедім да, мен не істедім, отказ жасап тастадым сразу, моментально. Одан кейін біраз уақыт өткеннен кейін кішкене деген, хорошо, Ареке, сіз ешқандай қатысың болмайды, просто тек бір анализ айтып беріңізші деген соң, сосын мен қазақтың жігіттері бізден сұрап тұрғаннан кейін, неге болмасқа дедім, неге оларға істемеске деген сияқты жақсы ниетпен, хорошо, маған сайтын жіберіңдер, бір счет беріңдер, мен оны бір тексеріп көремін, болады немесе болмайтынын айтамын дедім да, өзім маған қалай келді сол счет, мен қалай кірдім бұл платформаға через М-төрт арқылы, опа, менде ностальгия басталды. Ностальгия соншалықты басталды, мен кезіндегі рынокты мен көре бастадым да. Ровно рынокты емес, маған қисық рынокты көріп бастадым. Өйткені ішінде ГБД бар, мелкий гэп өте жақсы көп, ол өткен жақсы деген сөз. И менің ашылған позицияларым, мысалы 10 позиция бір жерден ашқан болсам, тейкке бар тиген кезде, мысалы деген, бірдей боттар сияқты жабылып қалмайды, ол поэтапно жабылады, ордер ретінде жабылады. Кәдімгідей саған ар жақтан сендіреді саған да, түсінесіз ба? Саған ощущение береді, сен рынокте отырғаныңды саған сездіреді да бұл нәрсе. Бірінші мәселесі осы болғаннан кейін, хорошо, жігіттер, мен до конца бұл платформаны зерттеуге, яғни брокердің условиялары, біздің қазаққа деген қандай условия керек деген сияқты нәрселерді мен істедім, ұсына бастадым, и өйстіп мен осы брокерлермен танысып кеттім да, осы себеп болып бұл брокер Қазақстанға келіп, полный официальный кәдімгідей Қазақстанда отыратындай дәрежеге жетіп, құдайға шүкір бүгінгі күні сіздердің алдарыңызда жүр. Офисі всегда ашық, 20 там күндіз таңертеңнен 9-дан кешкі 6-ға дейін келіп, спокойно бір брокер, любой брокер бойынша сұрақтарыңыз болып тұрса, шешіп, осы жерден барлық сұрақтарыңыз жауаптарын алып кете аласыздар. Мен Қазақстан бойынша әлі ондай брокер көрген жоқпын. Біріншіден, бүйтіп ашық қоятын есігін. Сізге не только телефон емес, бұл сізге есігін ашық қойып отыр. Кіріп, любой уақыт керек болса, қарап кетсеңіз болады. Үлкен суммаларыңыз келіп, мысалы деген, осы жерден де сөйлесіп кетіп шешетін амалдарын жасасаңдар да болады. Любой қандай сұрақтарыңыз бар, қандай счет керек болады ма, қандай условияларыңыз бар, сол арқылы мысалы деген келіп сұрақтарыңыз қойып, в общем, сұрақ деген нәрсенің барын осы жерге қойсаңыздар келіп любой уақыт. Так, сөйтіп біз не істедік, осы брокерді келіп қолданғалы бері, құдайға шүкір, біздің ценамызда, біздің объемдарымызда, біздің анализдерімізде көптеген жерлерде, көптеген рынктың бет пердесін ашып беріп жатыр. Ол бізге көптен көмегін тигізіп жатыр негізінде. Так, трейдингті үйретушілер көп дегенді өттік. Біз тапқан табысқа салық төлей ма декларациядан өттік. Тренд кеше лонгқа, бүгін шортқа кетіп тұр. Да, соны түсінбей қалып тұрмын дейді. Әрине түсінбейсіз, өйткені рынокте определенный бір білім керек. Бізге лонгқа деген бізде жақсы сигнал болды кезінде, негізінде оны орындады. Бір ай бұрын қалған бет осы сигнал примерно несі? Жыры бір ай болды. Почти бір ай болды. Бір цель болды, жоғарыда сол цельді жабудың мақсатында ақыры көтеріп жапты, содан кейін кішкене лонгқа откатын беріп жатыр. Но бірақ это лонг пока шортқа қарай қатты көзқарасты қарамаймыз, бірақ дегенмен де лонгты да қатты қарамаймыз да, бір кішкене ортадықта болып қаламыз енді. Так, риск менеджмент сіздің түсінігіңізде қалай дейді? Риск менеджмент айтылды, ол нәрсе, то, что мен өміріне сақтайтынымды смарт мани қолдан айтпаймыз, ол нәрсені біз қолданбаймыз, ол нәрсе өткені біз керек емес смарт мани деген стратегия. Заявкадан оны жауап бердік, сонда Binance деген түсіндік, алтын отырған біз оны жауап бердім, Juno'дан біз қалыппыз да, B2B арқылы айтқан. Exins болмай ма дейді, болмай ма. Exins болмай ма деген кезде, Exins'те ол ішкі брокер ол.
ол ертең алаяқтыққа жақын тұр, любой уақыт бук сливать етуі мүмкін. Мені қалай лақтырып кетті телетрейд деген компания, дәл солай сізді лақтырып кетуі мүмкін. Соның анализдері полностью уже бетіне шығып басады эксенстің. Одан кейінгі тұрған Робофорекс. И может быть Робофорекс бұрында істеп қалуы мүмкін, өйткені оның трансляциясы через Европанікі, через Украина алып отыр. Екеуі бір-бірімен соғысып отыр, уақыт дегенмен де бір-біріне трансляция алып отыр. Арасында бизнес жүріп отыр. Біздің ақшамызды алумен шұғылдана ма, басты мақсаты сол ма? Жоқ, негізінде біздің басты мақсат деген бұл жерде позиционный торговля жасайтын болса, үлкен инвесторлардың ақшасын алуға тырысады, өйткені бізден де бөлек үлкен этапта инвесторлар болады. Одан кейінгісі бізде үлкен инвесторларды бағып отқан. Эксенсте орыс тілі жоқ дейді. Оны Google переводчикпен аудара бересіз, сол проблема емес. Болашақта Астанаға офлайн курс өткізуге жоспарым бар ма дейді. Біз енді бір қала пока Алматы деп жатырық, бірақ дегенмен де адам санына байланысты, сұранысқа байланысты басқа қалаларға да шығып қалу мүмкіндік болып қалуы мүмкін енді. Бірақ енді жақын арада емес, енді ол бәлкім сіздерге өздеріңізге байланысты, тек бізге емес. Так, типа брокерді жақсы дейді, тип списқа 5000 проп счет беріп жатыр дейді. Вот проп счет турасында кішкене қиын мәселе. Басыңыздың амандығыңыз тілегіңіз келсе, ертеңгі күн дамығаннан кейін аман есен жүргіңіз келсе, проп компанияға жоламағыңызды тілеймін. Жоқ, мен проп счет компаниясы барлығы мен жоламаймын, вообще жоламаймын. Ол қауіпсіз деген нәрсе. Ертең ол бүгінгі күн болмаса, ертең келешекте сізге қауіпті болады ол нәрсе. Сол үшін мен жоламаймын ол нәрсеге. Брокердің офисі бізде Алматы қаласында. Брокер деген бізде Juno деген брокер. Juno Markets деген брокер. Бұйырса жақындарда Play Market App Store'ға оның приложение шығады. Пока через сайт арқылы кіруге болады. Тіркеленбейтін болсаңыз, бізде WhatsApp группаға өтіп кететін болсаңыз, соның ішінде бізде бар, именно Қазақстанның платформасы бар, қазаққа арналған. Сол жерде өзіңіз жұмыстарыңызды, сұрақтарыңызды қоя аласыз ішінде менеджерлерге. Эфир сақтайсыз ба дейді. Эфир сақталады, сақталмайды, енді оны мен шешпейді екенмін да. Өйткені мен сіздердің сұрақтарыңызға жауап беріп отыра беремін. Сақтайтын, сақтамайтын адам ол бөлек кісі. Так, басқа сұрақтарыңыз жоқ па сіздердің? Проп счет сізге қауіпті емес, бірақ бетекші проп компанияның жұмысын бетіп есептейік өзімізге да. Проп компания дегеніміз бір сол брокерге қатысты бір нәрсе істейді, осы нәрсені бір хедж деп айтайық сол нәрсені. Определенный сізге сумма бердік дейді, ондай сумманы олар бере алмайды, ешқашан бере алмайды. Өйткені ол сумманы беру үшін ол сіздерге мұқтаж болмас еді, маған тіркел, бізден сауда-саттық жаса деп. Бірінші мәселе ол. Екінші мәселесі, бірінші сіздерді қызығушылықпен брокерге тіркейді олар. Бір брокерге тіркейді определенный. Ал екінші нәрсесі сізге обучение ұсынады. Мысалы, примерно былай, сіз экзаменнен өту үшін, сіз счет алу үшін, сіз примерно осындай объем торговля жасау керексіз, немесе сіз мынандай обучение алу керексіз дейді. Бірінші этап обучение. Сіз 100 адам болып қатысасыз, оған 5000 теңгеден төлеп, немесе 2000 теңгеден төлеп деген сияқты нәрсені қатысасыз. Қатысып болғаннан кейін сізге айтады, менеджер соға айтады, сіз топ 10-ке кірдіңіз дейді. Енді сіз не істейсіз, мына обучение оқысаңыз, сізге топ 1 сізге счет беріліп қалу мүмкіндігі бар дейді, пайдаланып қалың дейді сізге. Сами подумайте дейді сізге да, сізге $100 сен $50,000 счет ала аласың өзіңе, немесе $100,000, $10,000 счет ала аласың дейді. И сен қызығасың оған. И сөйтіп талпа оқыған кезде определенный бір қомақты ақша жиналып қалады. Или ол ақшадан сізге счет бермейді еще, тем более олар. Олар сізге тек қана цифр береді, өйткені ішкі нарықта жүретіндер, олар сыртқы нарықта жүрмейді. Любой проп компания сыртқы нарықпен жұмыс істей алмайды, оларға доступ жоқ. Брокерден басқаға доступ жоқ. Ал проп компаниялар через брокермен сыбайласып, проп компания ашады. Түсіндіңдер ғой да? Сол үшін бірінші қауіпті емес мәселе, ол сізді осындай манипуляциямен шақырады. Енді қауіпті жағы, бұл мен эфирде көп нәрсе айтпаймын, бірақ офлайнда мен көбіне адамға түсіндіремін осы нәрсені да. Өйткені бізде реально мен қасымдағы адамдармен оқиға болды, болмады емес, мен таныс адамда оқиға болды. Ол жақсы торговля жасайтын трейдер еді, ол дей трейдте жақсы айтты, скальпингте жақсы айтты, универсал жігіт еді ол негізінде. Бірақ күндердің күнде ол кезінде проп компаниямен жұмыс істегеннен кейін
оның данные қалып қояды. Сосын бір күні оған телефон соғылады, бір жерге шақырылады, сонымен ар жағында бір история басталып кетеді негізінде. Ол историяның басы кейін басы басталып аяғына жеткен, аяғына бір енді жеттік жетпеді, оны точно біз айта алмаймыз, өйткені ол айтуға болмайтын нәрсе болғаннан кейін. Бірақ енді біз өзіміз сөзге келген кездерде, жаңағындай айтылған кездерде, бұл нәрсе кезінде проб компаниядан қалған историядағы атында данные, и то ол жігіт кейін ол компаниядан кейін неше 2-3-4-5 жылдан кейін дамып жақсы трейдер болып, одан да нұр үстіне нұр қосылып, и ол жақсы торговля жасап аты шығып кішкене жаңағыдай именно трейдердің сообществосы ма не дейді, жаңағыдай өздерінің қоғамның арасында жақсы болып аты шыққаннан кейін барып уже көзге түсіп барып брокерлерді жақсы тонап бастаған кездерде бұның кішкене басына бір оқиға түседі. Сол себептен ондай оқиға әр қазағыма түспей үшін мен не советую проб компаниямен жұмыс істемеңдер дедім тек қана мен. Өйткені біздің данныйымыз біздің кішкене өзіміздің неміз. Иә, айтады бәрі, сен данныйың Каспийде сатып жатыр ғой, сенікі данныйыңды бүйтіп тұр ғой. Бірақ олар сенімен шаруасы жоқ, ол тек қана сен байысың да байымасың да, ол тек қана сен данныйыңды беру арқылы немесе злом арқылы бір шектеулер арқылы нәрсе істейді. Бұл жерде ол вообще мүлдем басқа дүние. Сол үшін енді әркім өзі қарайды, мен ешкім шектеу қоймаймын. Істесеңдер де істемесеңдер де мен как-то маған ескертіп айтамын. Бірақ МТ4 ыңғайлы ма дейді. Ыңғайлығы ыңғайсыздығын білмеймін, мен өзіме ыңғайлы, бірақ МТ4-тің бір жақсы жері простой. Ол жақта несі трансляцияға байланысты ценалар ровно болады и объемдар кішкене адам сенетіндей. Juno деген жалпы азиатский трансляция болғаннан кейін бұл европейский праздниктерге қатысы жоқ, ол жұмыс істей береді сол уақыттарда да. Жоқ, общий рынокке пайдалана аласыңдар. Тек алтынға емес. Определенный өзінің бір білімдері бар, ол бәрі рынокке жұмыс істей беретін. Алтынға бөлек нәрсе бар, специально оны алтын зерттей беретін. Так. Так, бізде басқа сұрақ, жауап. Білімнің ішінде не береді дейді ол. Білімнің ішінде атын айтқан мен түсінбейді да ше. Лучше қандай результат береді, соны айтсаңызшы. Қандай результат дегенде именно білім жағынан дұрыс түсініп қалыптасатыны. И осыған дейінгі оқығандар қазір жаңағы алғашқы мысалы 4-5 күнде уже несін курстың ақшасын ақтап алғандығы туралы, осы туралы заттар туралы айтыңыздар примерно. Неге екі шот қолданасыз дейді. Өйткені біздің ережеде екі шот болған жақсы. Бір шотпен де қолдануға болады, бірақ екі шот біз үшін вообще керемет болады. Мысалы бос уақытта скальпингте мысалы мен бір шоттан кірдім, ода менде маржа бәрі жеткілікті, қайтадан соны барып жауып алу үшін тейкке дейін жетеді менде ақшамды, манипуляция кетсе де жететін болды. Бірақ манипуляция кішкене жаңа кетіп қойды, бір импульс жасап қойды, маған хороший возможность берді, мен екі шотпен тағы ашып алдым астынан бөлек қылып та. И менде дисциплина бәрі спокойно, мен рискімнен сақталған, мен екі шотпен пайда ашып кеттім да. На самом деле бұл екі шотты пайдаланатын себебіміз менде ол вдруг форс-мажор ситуация болып қалған кездерде мен екінші шотпен ақшамды ақтап аламын сразу. Өйткені мен кірсем по целям кіремін тек қана. Рынктың баратын жеріне кіремін да. И сол кезде бұл мен ақша салып толтырып отырмаймын, уақыт жоғалтып, мен аламын да екінші шотпен сразу позициямды дәл сондай білмей ашып жіберу үшін. Ол вдругқа ол тек қана. Өйткені мен бір шотпен до конца күресем и соны мен плюске шығаруына әрекет жасаймын постоянно. Ал екінші шот просто өзімнің былай айтқанда арқа сүйерім. Мен екінші шот болса менде спокойно болады бәрі нәрсе. Сол үшін. Адамдар индикаторға арқа сүйеп жатса, мен екінші шотқа арқа сүйеп жатамын ғой, шын айтқанда. Психологияда дұрыс болады. Ну, бұл айтқанда подушка ғой, ол сен үшін. Возможность жібермей пайдалана бересің екі шотпен бірдей. Біздерде енді қазір мысалы онлайнда өтті, офлайнда өтті. Бұл жерде мысалы бізде өзіміздің группаларымыздың ішінде жазып жатыр даже бұл жерде да. Енді біріншіден мақтаудың бәрі Аллаға лайықты ғой. Екіншіден тәжірибе жоқ емес, тәжірибе бар. То, что бұл рынокты басқару үшін, өйткені біз қашанға басқартып қоямыз біреуге деген сияқты ниет. Бізде басқара аламыз, шықса өзіміздің қазағымыздан шықсын, тапса қазағымыз тапсын, байса қазақ байсын да. Бірақ енді жаман ниетпен келгендер өзінің нәрсесін алып кетеді бұл жерде. Жақсы ниетпен келгендер өзінің жақсы білімін алып кетеді бұл жерде. Главный мәселе бұл жерде сен шешіміңді қабылдап кете аласың. Менікі немесе менікі емес деп айтасың. Мен скорее всего айтамын,
кім қандай ниетпен келсе соны алып кетеді, бірақ рынокке деп ақша табамын деп келген адам болса, оның барлығы оқығаннан кейін менікі деп кетеді ол нәрсенің барлығы. Көзқарасы мүлдем өзгеше болады. Бүгінгі алған информацияның өзі мен үшін бөлек болды. Өйткені мен олар білім алса, мен олардан энергия алдым. Оффлайн өткен кезде бізде болды сондай оқиға. Бүгінгі күні мысалы осы күнге шейін рынокты басқаша елестеткен адам, басқаша істеп жүрген адам, рынокте бұндай возможностьтар бар екенін көрген кезде мен қайсысын қолданамын деген сұрақ қойды өзіне. Дұрыс сұрақ қойды да. Өйткені информация сондай көп болып беріледі. Рынокте цель деген нәрсе бар, значит біз цель тауып үйрену керекпіз. И сол цельдерге берілген кезде олар не істеді, көптеген нәрсені түсініп, енді тек қана өзіне жүйе құру қалды бұл адамдарға. Алатын білімдері бізде рынокте нағыз не 80% рынок флеттен тұратын нәрсе болса, именно біз сол флеттің біз фишкасын береміз да. Нақты общий понимание ішінде фишкасын береміз. Значит, ол кісіде рыноктегі жүрістің 80%-ның ұғымы бар. Қалғанын біз соның ішіне цельде тығамыз, басқасына тығамыз, диапазонда тығамыз, тағы нелер бар, стоптар бар, сол нәрсенің барлығын біз соның ішіне тығып отырамыз. И өстіп біз не істедік, 100% деген нәрсені істей алмасақ та, бірақ 80% жүрісінің біз не істейміз, бағытын анықтап, сонымен бірге ақша табудың жолын істеп қаламыз. Сефти счет туралы не айтасыз дейді? Ештеңе айтпаймын, ол кәдімгі счет, енді ол не дейміз оған? Определенный кәдімгі счет. Енді сіз оған қаншалықты суммамен басқарасыз, соған байланысты болады тек қана. Әмин, Лаура ханым, келіңіздер, алыңыздар алатын біліміңізді. Пока енді бізде енді возможность бар беретін, қолдан келсе соның бәрін беруге тырысамыз. Өйткені біздер ертеңгі күні тек беріп қойып тастап кетпей, алдағы уақытта сүйреп жүретін амалын жасаймыз да. Рынокке кризис келетін уақыттарда алдын ала ескертіп айтып, одан кейін басталғаннан кейін, аяқталғаннан кейін примерно қандай өзгерістер болса айтамыз, өзгеріс болмаса жоқ, осылай жасай берін деген сияқты нәрселерді айтып отырамыз. Всегда рыноктың өзгерісіне байланысты сүйреп отырамыз. Жоқ. Жүнода SCP-ден счет бар, мысалы деген ол счет, мысалы сізді бірге 1000 деген плечо береді, мысалы плечо ретінде айтып отырсақ, ол сізді 0-ге шейін сөйлей алады. И позицияңыз бөлек-бөлек болатын болса, 0.01-ден мысалы 10 позиция болатын болса, и вдруг маржин қолға кетіп батырған кезде бірінші часть бір-бірлеп жауып тастайды, бір-бірлеп. Уже свободный маржаңыз біткеннен кейін, средствоңыз 0-ға түскеннен кейін жаймен жауып тастайды. Оған дейін ол жаппайды. Енді ол 50% жауып тастайды деген нәрсе, ол көбіне біріншіден плечоға байланысты болмайтын, мысалы плечосызда жауып тастайтын болса, ол брокерге байланысты, мысалы деген кезінде Capital.com сондай еді. 50% қалса болды, сен жауып тастайды, сен плюске шығатын болсаң да жауып тастайды, или минусқа дальше маржин көп болатын болсаң да жауып тастайды. Ол уже сен ақшаң рынокте қалып қойды, ол саған ешқандай пайда алып келмейді ертеңгі күні. И психология бұзылып қалады. Бұл жерде ондай нәрсе жоқ, бұл жерде еркіндік. Сигнал каналыңыз бар ма дейді. Мен жалпы негізінде сигнал деген нәрсені көп беруге қарсымын да, бірақ цель қылып беремін мен. Бірақ ол сигнальный каналда емес, бізден сабақ алғандар, бізбен қатысар, біздің командаларға ол нәрсе беріліп тұрады жалпы. Келешекте бұйырса Алла қаласа сигналда беріп қалу мүмкіндік болып қалуы мүмкін. Енді ол смотря қараймыз ол нәрсені. Жалпы қарастырып отырмыз. Сигнал мен цельдің несінің айырмашылығын тағы да бір қайталап осы жерде түсіндіріп жіберсеңізші. Хорошо. Сигналдың ішінде сигнал мен цельдің айырмашылығы. Сигнал сізге определенный бір ценадан кіреді, мысалы сигнал беретін адам сигнальный группаларда айтайықшы мысалы. Олар сигнальный каналда бір ценадан кіреді, өздері кіргеннен кейін сізге телеграмнан смс жазады, пока смс жазамын десе уақыт өтіп кетеді. Ол жақсы жерден кіріп алды өзі бірінші. Екіншіден олар алады, мысалы бүйтеді, цена примерно 100% қимылдаған түсінде импульс қатты болды, $100 өсіп кетті айтамыз, и ол примерно мысалы артқа қарай атқа 50% беру керек, примерно жобасы да. Енді осы нәрсені алады да, бұлар не істейді. Так, шортқа біз кірдік, цена примерно 300-ден 400-ге қарай өсіп кетті, 400-ден бастап құлап жатқан кезде 400-ден кіріп алды, 398, 395-тен сізге сигнал береді, одан кейін стопты 400-дің үстіне асырып қояды, одан кейін сізге тейкті мысалы деген бірінші тейк 480 деп айтады, екінші тейк 470 деп айтады, мысалы үшінші тейк 460 деп айтады, үшінші тейкіміз. Енді осы үш тейкті айтқаннан кейін сізге бірінші тейкке барса болды, біз тейкпен самылған цельді орындадық дейді. Жоқ, ол цель емес, ол определенный тек қана прогноз жасаған сізге. Ал
цель ол до конца сол ценаға дейін барады. Менде мысалы айта аламын сізге, қазір 20 доллар қашқаннан кейін менде қазір жоғарыда 20 цель бар деп айтамын. Мысалы цена деген 420-дан 400-ге түсіп кеткен болса, мен айтамын 421-де бір цель бар, 422-де бір цель бар, 423-де бір. Сөйтіп сөйтмесем мен көбейтіп айта аламын оның бәрін, бірінші тп, екінші тп деп. Жоқ, ондай емес. Біз тек қана бір цельді айтамыз, мә деп, мысалы осындай ценада бізде цель бар дейміз, мысалы арасы 40 доллар болатын болса, соның сен 10 долларын сен алып қалсаң да сен үшін пайда ол. Цельге дейін ұстамай ақ қой сен тіпті, да? 10 долларын ұстап қалсаң да ол саған пайда. 10 долларың смотря қандай объеммен кіресің енді, сол мәселе да. И точка входан шама келгенше бір жақындатып айтамыз, енді біз ровно айтпаймыз, өйткені бұл жерде тек білім алғандар өзінің психологиясын басқарып тұрып и кіретін точкасына өздері уверенно кіріп барып пайдаға шығады. Ал жаңағыдай обучение уақытында берілетін цельдер оларға просто поддержка ретінде. Цель беріледі, алған біліміне байланысты точка входасын табады да соған цельге қарай кіреді. Лонгқа цель болса лонгқа, шортқа цель болса шортқа. Вот айырмашылық осы да бізде. Сол үшін біздер деген істейміз, сигнал ретінде ұстамаймыз, біз тек қана цельді айтып қоямыз алдыңға. Негізінде, иә, бұл жерде кішкене енді ол плечоға да байланысты сіздің айтып отқан нәрсеңіз, сефтиде. Сосын ол енді ол жаққа нормальный сумма керек, кішкене. Нормальный сумма болмайтын болса, кішкене пайда жағы да ондай қатты болмайды. Өйткені ол рынокте тіке бағаны пайдаланады, бізге плечо сияқты ақшамызды еселеп бермейді. Рынокта точка входа жоқ дегеніңіз өте логично екен дейді. Естественно, ол факт нәрсе, ол дәлелдеген нәрсе. Мен неше, мысалы, 12-ші жылға қарап барады ғой, мен рынокта жүргеніме, мен әлі күнге дейін мен точка входа деген нәрсені бүйтіп не точно ушина кіріп кеттім, пайда ашып кететін нәрсе болған емес. Всегда манипуляция болады. Стоп болсам стопыңды алып кетеді, қоймасаң кішкене манипуляция отырып барып шығып кетесің, сен до цели. Жоқ, разгон деген нәрсе ол уже лудоманияға апаратын нәрсе. Мен не істеймін, мен рынокқа выживать ету үшін емес, мен рыноктан айтқанда еркіндік іздеп келген адаммын, и мен сол еркіндігімді пайдалану үшін келдім да. Мен өзім спокойно қалаған уақытында кіремін, қалаған уақытында шығамын мен деген. Ал динамик жаңағыдай разгон жасау деген нәрселер ол менікі емес. Мен жасаймын, жасайтын кезде жасаймын өзім. То, что былай ондай нәрсені мен қолдамаймын негізінде. Ну, в принципе, болады жасауға, проблема емес ол нәрсені жасау. Там 4-5 счет ендақ қоясың, біреуін жібересің, екеуін жібересің, үшіншісін ұстап аласың деген сияқты нәрсе ғой. Сделкаңды мысалы деген сен МТ4-те мысалы 0.10 мен ашып қойған болсаң, болмаса бір контрактпен 1.00 мен ашып қойған болсаң, онда сен мысалы деген мынандай бағаға барған кезде мен мысалы 40-ын жауып алғым келсе, 40-ын отдельно жауып тек қойып қойсам болады. 40-ына отдельно тек қойып қойсам мысалы деген 0.40-қа. Есінде 60 қалып қалады соты тигеннен кейін. 60-нан кейін осындай ценаға тағы да түсетін болса, мысалы мен 0.20-сын жауып тастағым келеді, тағы да қоя аласың сен оны ордерді. Сөйтіп мысалы деген бөліп жай аласың сен, бір сделканың өзін бөле аласың. Тек 0.01-ді бөле алмайсың, қалғанын бәрін бөле аласыздар. Жалпы лудоманствоны жоғалтпай адам трейдер бола алмайтын. Иә, ол естественно, лудомания деген нәрсе ол сен трейдер қылмайды, ол азартник қой. Қай жерде көрдің азартникті байып кеткен и успешно болған. Всегда құрдым ғой ол нәрсенің барлығы. Сол үшін азартник деген нәрсені, лудомания, разгон жасау деген нәрсенің бәрі ол не наш, ол бізге емес. Мен естественно факт кәдімгі өмірде болып жатқан нәрсе, рынокте қалай жұмыс істеу керек, мен осы күнге шейін істеп келдім деген нәрсені айтып тұрмын сіздерге. Жаңағыдай лудоманствоны үйрететін болсам, мен просто так үйрете аламын ол нәрсені. Но бірақ это сен трейдер қылмайды. Маған сен трейдер қылмайтын болса, зачем онда мен аманат қылып мен мойныма аламын сіз адамды. Сол үшін ондай нәрсені мен істемеймін. Жалпы оны қолдамаймын да. Опыт жинағаннан кейін істеуге болады, сіздерге де істеуге болады ол нәрсені. Копа трейдингтеріңізге қатысу үшін біз басқа брокерге тіркеліп қойған болсақшы дейді. Қатыса алмайсыз, болды. Копа трейдинг болғаннан кейін бәрімізге бір брокер болу керек уже. Сіздің басқа брокерде болғаныңызды копа трейдинг ашпайды ғой, басқа брокер ашпайды ғой. Мен бір брокерден қолданатын, бір брокер бәрін ашып жауып отырдым. Сол үшін айта кететін нәрсе, бұл жерде главный білім алған кезде келген ниетке байланысты. Ниетіміз, талабымыз егерде сынау үшін болатын болса, именно сіздерге сынау үшін арнайы сіздерге не істедік, пробный курс қылып қойдық специально, сынап алыңдар деп, то что жаңағы теңізді жоғалтып алмай, жаңағыдай өкініп қалмайтындай вариантпен. Одан кейін копа трейдинг жасадық. Ең бірінші біздің подход жасағанымыз ол алдағы болашақта да болатын нәрсе болмайды емес. Мен үшін де прикольно болып қалды ол нәрсе, жақсы екен, жаман емес. Ал одан кейін онлайн бар, пробныйға айтатын болсам, пробныйдан кейін онлайннан кейін офлайн бар енді. Офлайн енді темасы бөлек тема, бірақ общее понимание дұрыс бір білімді. Онлайнның ішінде солардың примерно жобасы бар, бірақ талқылау көп оның ішінде. Копа трейдинг алдағы уақытта болады, болмайды емес, бірақ енді қазіргі жақын арада емес, өйткені жақын арада жұмыс көп өте, соған байланысты ертең алдағы уақытта бір өзінің условиясымен істейміз.
иә, кооптрейнинг негізі шешім қабылдай алмай жүргендер үшін ғой негізінде. Ол жасай ала ма, жасай алмай ма, или көптің бірі жаңағыдай алдайтын сияқты инфо-цыган деп ойлай ма деген сияқты нәрсе үшін біз негізінде жасадық ол нәрсені. Уақыты аздау үшін болғанда біз копи тренинг арқылы оларға жаңағыдай бір постоянно пайда тауып беру үшін мақсатында емес. Өйткені бізге ол нәрсе былай айтқанда қарсымыз негізі ол нәрсеге. Просто жаңағы сене алмай жүргендер көзқарасымен қарап жаңағыдай реал уақытта ол істей ала ма, тек или историямен көрсетіп мақтана ма деген сияқты сұрақтардың жауабын алу үшін біз копи тренинг жасадық. Курс алмайтындарға жасамаймыз дейді. Сол үшін копи тренингтің өзінің бір ережесі бар определенный. Біз ешқандай гарантия бермейміз ештеңеге. Онлайн курспен плюсқа шығуға бола ма дейді. Әрине болады. Ол онлайн курста жүргендер өздерінің ақшаларын ақтап алғандар адамдар бар, бізде жоқ емес. 2 күннің ішінде ақтап алғандар бар даже деген. Өйткені біз ол жерде біз цель айтып отырамыз, баратын бағытын айтып отырамыз примерно жобасын. Олар соған расчет алып не істейді, позицияны ашып жауып отыра береді. И онлайн курстағы алған білімі бойынша .фо-да іздеп алады, и одан бөлек олар не істейді, скальпинг теріс қарап жасай алады деген сияқты. В общем айтқанда бұлар плюсте шығып кетеді қалай болғанда да. Базовый білім бар, 4-5 жерден курс оқығанмын. Оффлайн сабағыңызды 5 күнде не алып кете аламыз дейді. Рынктегі барлығын алып кете аласыздар. Объем болса объем, цена болса цена, свеча болса свеча, формация болса формация, индикатордың түрі бар ма, қандай зат керек, қалай жұмыс істеу керек деген сияқты өздеріңіз сұрақтарыңызға байланысты нәрселердің барлық сұрақтардың жауабын алып кете аласыңдар. Білім керек болса білімді алып кете аласыңдар, ол жерден ақша керек болса шама келгенше ақшаңызды алып кете аласыңдар. Спред деген сөз не ұғым дейді, түсінбей тұрған едім, айтып жібересіз. Спред деп отқанымыз ол комиссия. Мысалы біздің банкте Каспий банкке баратын болсаңыз, сіз доллар алатын болсаңыз, сізден арзан бағадан алады да, бірақ қайтып сатып алатын болсаңыз, сізге қымбат бағадан сатады. Ортасындағы болған айырмашылығы сол спред, банктың қойған. Сол сияқты брокер сені рынокқа кіргізу үшін өзінің комиссиясын спредін алады. Мысалы деген келді спред ол жерде, мысалы Juno'да қазір STP счетта 30 болады, ал ECN счетта 9 болып тұрады да. Бірақ ECN счетта комиссиясы бар. Сол үшін брокер таңдаған кезде спредіне біз қатты мән береміз. Егер де олар 5-тен төмен болатын болса, ол брокер біз үшін емес, өйткені олар 5-тен төмен болып 8% налог не төлеп, жаңа комиссия төлеп, Каспий банкке ақшаны қалай шығарады. Қызық та, өйткені брокер деген ол тек қана спредтен пайда көретін делдал, ортада не ол деген. Не деп айтады орысша. В общем, сондай қазақшасы не жаңағы делдал. Сол үшін спред деген айырмашылығы. Енді ценаның ортасында мысалы позиция біз ашатын болсақ, лонгқа спред 30 болып тұратын болса, примерно біз уже 30 пипс минус тауып ашамыз сразу. Өйткені брокер сразу автоматически алып қалады біздің немізді. И одан кейін 30 пипс жоғары көтергенде біз плюске шыға бастаймыз. Это нормальный нәрсе. Ол пипсқа ондай спредке қатты мән беретін дүние емес, ол егер де білім сенде дұрыс болатын болса. Лудоманиямды, лудомания деген нәрсе ол ертеңгі күні сені трейдер қылмайды. Ол үлкен тема негізінде жатқан. Оған байланысты рухани де әңгімелер бар, оған байланысты діни де әңгімелер бар, оған байланысты өмірлікте әңгімелер бар. Сол үшін лудомания деген нәрсені жаңағыдай нәрсеңіз кішкене алыста ұстаңыз рынктен. Өйткені ол рынкте жүрген өзіңіздің көзқарасыңыз, өзіңіздің ұстанымыңыз сіздің өміріңізге әсер етеді. Мен рынокқа деген басқа адам болдым, рынктен кейін басқа адам болдым деген сияқты нәрсе осыдан шығады да. Сол үшін сіздер шама келгенше лудоманияны рынкке жоғалтпаңдар. Один экспертте көрген сияқтысың ғой дейді. Және ол енді ставка ғой ол нәрсе. Енді тез байып кететін жолдары ғой бәрінің іздейтіні. Негізінде көп адам трейдингке келетіндер сол жаңағыдай один эксперт дейді, болмаса жаңағыдай бинарный опцион деген сияқты нәрселер арқылы келеді ғой жалпы рынокке деген. Бірақ дегенмен де ондай азартпен келмеген жақсы. Бұл рынокке шынымен серьезный көзқараспен келген жақсы. Сенде сондай стиль болу керек, любой уақытта сен таңертең болсын, кешке болсын, түнде болсын, қай уақытта возможность бар, сол кезде ақша табатындай сенде стиль болу керек бұл жерде. Біз Құдай қаласа сол нәрсені беруге тырысып жатырық. Қай уақытта болмасын сен келесің, ақшаңды істейсің, шығатындай вариантпен. Бізде именно онлайн форматтағы сабақтардың списогі бар ма жалпы?
не үйретеді деген кезде жоқ пробный емес онлайн сабақтардың ішінде енді соның ішінде пробный алады ғой. Бөліп позиция ашасыз неге дейді. Өйткені каждый бөлінген позициямыз біздің не мен үшін егер цельге қарай ашатын болсам мен үшін самый лучший цена болады, сол үшін мен ашамын. Бір жерден ашып оны мен берекетті алып отырмаймын өзімнің да. Бөліп ашамын оны. Сол үшін мен үшін ол даже риск сақтауға да осымен жақсы келем ғой. Мысалы қараң бүйтіп айтайық, счетымызда $1000 бар, біз 0.10 мен бір позиция шыққаннан лучше 10 позицияны 0.10-ды 10-ға бөліп 0.01-ге бөліп 10 жерден ашқан жақсы да. Төмен түскен сайын ашқан жақсы. Оны бір жерден ашып қойып, оның минусын ұстағанша лучше біз не істейміз, бөліп ашқан кезде, мысалы қазір деген ценаны 320-дан ашатын болсақ, лонгқа қарай, ол 310-ға түсіп кететін болса, біздікі $100 уже минуста боламыз 0.10-мен да. Ал оны біз бөліп ашатын болсақ, біз ол жерде $50 или $60 или $40 минуста болып қалу мүмкіндік болады да. Сол үшін біз риск сақтаймыз өстіп деген. Бірақ пайданы жақсы жерден көріп қаламыз да. Иә, естай сол айтқаным сол ғой, сол барлығы сол жаңағыдай сол реклама арқылы, жаңағыдай азарт арқылы өстіп ақырын не істейді, рынокке жолығады да. Бірақ бұл рынокке удамайын жолатпаңдар, ол өте ауыр мәселе, керек емес нәрсе. Иә, бізде курс турасында біз шығарып қойдық, бұл жерде деген пробныйға тұр пакет, осының ішінде бізде не бар? Пробный жазмаған да. Новичоктар арналған ол YouTube каналымыз біздің де базовый да. YouTube канал жалпы видеолар шығып жатыр оғанда да бізде. Уже екінші сабақ шықты ма? Екінші видео шықты бізде уже YouTube каналға. Одан кейін бізде онлайн пакет дейді. Онлайн пакетке дейін бізде пробный деген курс бар да. Пробный курсымыз 30 000 теңге тұрады да. 30 000 теңге тұрады. Оның ішінде неше күнге дейін? 3 күнге ба? 3 күнге дейін пробный курс деген бар. Осының ішінде онлайнда болатын сабақтардың бірінші, екінші, үшінші тақырыптар ма бізде айтылатын? Иә. Сол 1, 2, 3 тақырыптар кіріспесімен айтылады бізде. Соның ішінде жаңа стратегиясы кетеді. Бірінің ішінде сол стратегия бойынша олар істейді. Сол 3 күннің ішінде возможно бізде цель шығып жатса біз цель айтып қаламыз. Сол цельдерді пайдаланып қалады бұлар. И осы формация арқылы рынокты зерттеп көреді. И осыдан кейін онлайн пакетті алуға бола ма, болмай ма, немесе офлайнда алып кетейін ба сразу деген сияқты шешіміне келеді. Енді біздерде осы пакеттер бойынша бізде қазір суммалар тұр. Онлайн пакетіміз бізде 319 000 теңге, офлайн пакетіміз енді ол бізде 1 039 000 теңге. Барлығы енді бізде условия жасалған ғой, ол жаңағы Каспиймен ба, баймен ба да. Бұл жерде мәселе деген именно келген адам, біз офлайнның өзіне біз адамды таңдап аламыз, сөйлесіп тұрып аламыз. Біз тек просто так ала бермейміз барлығын бірдей. Өйткені сен қабылдай алмай қалатын болсаң, ертең күні тоже жаман атақ боласың да сен. Сол үшін бізге именно қабылдай алатын адам керек. И бұл онлайн мен офлайнның айырмашылығы, офлайнда біздер онлайнды полностью ішінде не бар, соның бәрін жіктеп тастаймыз да, одан бөлек уже общее понимание кетеді, и цельдер кетіп бастайды, и одан бөлек тағы да рынктың көзқарастың ішінде не бар, қандай формациялар бар, свечной ма, цена ма, сол сияқты маркетмейкерлердің іздері қандай болады, и олар қандай кезде жұмыс істейді, и олар қандай реакция береді біз үшін деген сияқты нәрселердің барлығын біз не істейміз, талқылап бастаймыз. Бұл жерден не алып кетеміз деген кезде, бұл жерден сіздер цельдерді алып кетесіңдер. Одан бөлек біздер рынкке деген көзқарасымыздың тәрбиесін алып кетеміз. Соның ішінде лудомания бар, күресіп қалатын кішкене. Одан бөлек дисциплинаны қалай сақтаймыз, риск менеджментті қалай сақтаймыз, қандай ситуацияда қандай нәрсе істеу керек біз. Мысалы деген біз шортқа позиция цель болатын болса, лонгын оның қалай пайдаланамыз деген сияқты мәселе болады. И бір бағытқа қарай жұмыс істеген кезде рискті басқара отырып, пока цельге барамыз дегенше ақшамызды еселеп алатын жолын үйретеміз да, Алла қаласа да. Осындай нәрселер бізде офлайнда ғана бар. Онлайнда бізде рынкте тоже формациялармен, оның ішіндегі главный мәселесі бар, диапазон деген дүние бар. Ол диапазонның өзі де жеткілікті, негізі адам баласына ақша тауып кету үшін стабильный, күніне ақша табу үшін ол да жеткілікті нәрсе, дұрыс түсінген адамға. Сосын осылардың ішінде бізде апта сайын зумдар бар, специальный онлайнға отдельный зум өткіземіз, офлайнға отдельный зум өткіземіз. Зумның ішінде сол берілген сабақтарды уже талқылаймыз полностью. Қалай болады, не болады деген сияқты нәрсемен. Одан бөлек бізде жаңағы сұрақ жауаптарымызға өзіміз кураторлар болады, ішінде сұрақтарына жауап беретін полностью. Сосын бізде сигнал деген сияқты, сигнал емес, ол бізде цель ретінде цель айтылып тұрады. Сіздер то, что оқып жатқан кезде құр отырмай, по целям жұмыс істеп, кішкене болса да пайдаға шығып отыру үшін. Крипто биржа мен форекстің айырмасы көп па дейді. Әрине көп болғанда, енді криптода объемға байланысты өтірік объемдар, форексте кішкене тиковый болса да шындық объемдар келеді. И оны мен сізге просто рынокты дәлелдеп бере аламын. Обучение уақытында просто сізге именно объемный нәрсені мен сізге на 100% дәлелдеп бере аламын ол нәрсені. Ол нәрсе менен қашалмаған.
Да, диапазон сила дейді. Диапазон сила ол сіз білмеймін, енді мен елестете алмаймын графикті деген просто. Так. Басқа сұрақтарыңыз именно сабақ бойынша болмаса тағы да басқа нәрсе болса бола ма? Сұрақтарыңыз болса тіпті жақсы болады өздеріңіз үшін, жауаптарыңызды алып кету үшін. И бізде жаңағыдай принуждение жоқ, там азғыру деген нәрсе жоқ. Біз уәде бермейміз ешқашан, өйткені сіздің психологияңызбен мен жұмыс істеп көрген емеспін. Сіз қандай адамсыз өмірде, мен оны да білмеймін. Но бірақ сіздер жаймен тани бастадыңдар, сіздер жаймен біле бастадыңдар мен кім екенімді. И бұйырса алдағы уақытта да жалпы мен стараюсь то, что сіздерге барлығы прозрачный болуға. Өйткені менде жасыратын ештеңе жоқ білімнен басқа. Өйткені білім ол менің еңбегім, менің уақытым кеткен қайтарылмас. Сол үшін мен білімді арнаймын, оған сіздерге берген кезде менің құнды уақытым кетеді. Көп адам сұрақ қояды, неге сен бесплатно бере салмайсың деп та, оның уақытын төлейсің ба хотя бы. Мәселе осы да. Жоқ, бізде мысалы деген сіз қазір деген пробныйды алсаңыз 30 мың теңгеге, одан кейін онлайнда шешім қабылдайтын болсаңыз 30 мың теңге минус жасаймыз да 289 мың теңгені төлейсіз да онлайнда ала аласыз. Дәл солайынан офлайнда оқығыңыз келетін болса, одан кейін осы сумманың бәрін шегеріп тастаймыз да үстінде қалған айырмашылығын төлеп сіз офлайнға өтіп кете аласыз. Бізде андай нәрсе жоқ. Общий айтқанда біздің біліміміздің бағасы 1,39 теңге. Оған дейін қанша ақша төлеп кетсеңіз соның бәрін минус қыламыз да и сол қалғанын төлетіп мысалы сіз офлайнға келе аласыз. Ол проблема емес ол жағынан. Менің білімімнің проценті бойынша баға қойылған дейсіз ғой. Пробныйда осынша процент, онлайнда мынанша процент, офлайнда мынанша процент соғыз, пропорцияға сай деп ше. Примерно жобасы солай ғой. Біздер ондай не айтып тұрмын ғой сіздерге деген ондай. Просто білім бұл жерде мақсат өздеріңіз үшін просто шешім қабылдау, ертеңгі күні бір жүйеге кіретін кездерде өздеріңізде іздеріңізді қалдыру үшін да. Ал то, что жаңағындай бір білмеймін енді, мен даже бұл саланы бастап кету үшін, бұл кірісіп кету үшін оның шығындардың өзі бұны ақтатқан жоқ, дұрыс па? Ол мәселе осы да. 10 жылдық игрокпын дейді. Қалай торговляға келдім, тәртіпке келдім, енді тек психологияны настройкілеу керек. Арнас мырза, көп рахмет, сөздеріңізге астар жатыр дейді. Рахмет, сау болыңыз. 10 жылдық игрок болсаңыз, онда вообще кәдімгідей деген сіздер көп уақытыңызды жоғалтып алған екенсіздер негізінде. Бірақ енді ол аржанда жалпы еселік өздерінің бір шешімдері бар, жоқ емес. Ғалымбек пишет. Болды, менеджерге хабарласу дегенде. Ол сұрақ ол өздері көріп тұрғандай, біздерде егер қатты интерестеріңіз болатын болса, хоть пробный алып көрін, хоть сіздер онлайн алып көрін, хоть офлайнға келесіңдер. Офлайнға алып бірақ условиямен келеміз, біз офлайнға бәрін бірдей алмаймыз. Оны сіз даже мен келе аламын деп те, сіз ақшам көп, мен келе аламын десеңіз де, бірақ сіз өтпей қалсаңыз, сізді мен просто оқытпаймын. Өйткені маған ол керек емес, ертең күні сіз қабылдай алмай қалып тағы да жүргеніңіз да. Өйткені сіз бір жеткілікті деңгейге жеткеннен білім алған жақсы да. Мен новичокты сол үшін оқытпаймын. Новичок ол қабылдау қиын бұны деген. Миллиондай бердім дейді. Жақсы. Әйтеуір қойып кетсеңдер болды, самый главный деген. Ставка деген нәрсені қойсаңдар болды, алда уақытта жақсы күндер күтіп тұр ғой сіздерге. Сол үшін жаңағында біздің именно оқуымыз біздің қатты қызық болатын болса, егерде менеджерге хабарласуды бастасаңыз, сізге толық информация береді, сопровождениемен өздері алып келеді. Бұйырса онлайнда кездесе аламыз, болмаса офлайнда кездесе аламыз. Жанғазы дейді, офлайнға қатысам десем, ол үшін сіз менеджерге хабарлассаңыз, сізбен видеозвонокқа шығып, мен сізбен сөйлесе аламын ол мәселе бойынша. Егер сіз лайықты болсаңыз, сіз определенді бір нәрсені өтсеңіз, офлайнға мен айта аламын, сіз келе аласыз деп. Өйткені мен офлайнда тоже 1 жылдық тәжірибесі адамдарда келіп оқып жатқаным бар, жоқ емес. Мен түсіндіре алам, мен сізді сөйлей алам деген мен ұғымға келгеннен кейін барып тұрып мен сізді оқыта алам. Оған дейін мысалы сіз онлайнда алып көріп, одан кейін алып кете алатыныңызды, алып кете алмайтыныңызды да көрсеңіз болады. Өйткені бұл онлайн ішінде де көптеген дүние бар. Zoom өткен кездерде сіз Zoom-дан өзіңіз информация ала аласыз. Өйткені біз Zoom-да солардың бәрін талқылаймыз, полностью үйретілген нәрсені. Мысалы кешегі Zoom-да біз тек алдыңғы аптаның Zoom-да біз тек қана мысалы бірінші сабақты талқылаған болсақ, енді алдағы сабақта біз не істейміз?
екінші сабақ талқылаймыз да сөйтіп поэтапно түсе береміз каждый аптасына да. Сөйтіп біз не істейміз, өзіміздің поддержкамызды Zoom ретінде аяқтауға бізге не істейді, мүмкіншілік береді. Білім сол кезде сізге толық қонады деген ойдамын да. Оффлайнда дәл сондай айырмашылық жоқ. Берілген сабақтарда біз Zoom'да бәріміз бас қосып, ол жерде бір күліп алсақ та, қандай кім жетістікке жетсе де, бөліссе де, көзқарасын айтса да өзінің, болмаса деген жаңағыдай позицияларды бөліссе де, сұрақтар болса сұрағын қойса да, біз не істейміз, пайдамызды тигізуге тырысып отырамыз. Шама келгенше бұл жерде тек қана өз қара басымызды ойлау емес, именно сіздердің де жағдайларыңызды ойлау да. Айтқанда мана айтып кеттім ғой сіздерге. То, что сіздер ақшаларыңызды төлеп оқып жатқаннан кейін біз стараемся сіздер сол ақшаны ақтауға. Бірінші мақсат сіз ақшаңызды ақтап алуға. Ой, сіз 3 күннің ішінде ақшаңызды ақтап аласыз деп айтпаймын мен. Ол нәрсені мен істей алмаймын, өйткені ол менің қолымдағы дүние емес та. Но бірақ стараемся соған байланысты сигнал, цель беруге деген сияқты нәрселерді, там ақша әйтеуір табуға деген сияқты нәрсені и табуға болатынына көзіңізді жеткізгіңіз келеді да. Бұл жерде яғни ақша таба алмаймын ғой деген сияқты емес, ақша таба аламын деген нәрсеге сізге настрой беріп, и соған сіздің көзіңізді жеткізіп, и қаншама целдер орындағандарын көргізіп сізге көрсетіп көздеріңізге, и өстіп біз не істейміз, бір жетістіктің бір мақсатына жол көрсетіп кетеміз да. Осы мақсатта бізде. Сол үшін менеджерге хабарласу деген кнопканы бассаңдар болады, өздері полностью айтып береді, не болса да, қандай информация керек болса да, пробный болсын, онлайн болсын, офлайн болсын. Басқа бізде енді айтатын нәрсеміз, не айтамыз енді, сұрақтарыңыздың барлығына жауап бердім, Құдайға шүкір. Енді сұрақтарыңыз болса қоя беріңдер, проблем жоқ ешқандай. Егер жоқ болатын болса, біздер де осымен істейміз. Жалпы эфирімізді 1,5 сағат өзі өткізіп қалыппыз. 1,5 сағаттың өзінде бізде алтын уақытымыз кетіп қалды, бірақ сіздер жақсы информация алып қалдыңыз деген ойдамын. Қалғандарын алатын болсаңдар, бұйырса біздер не істейміз, сабақта кездесеміз, офлайнда кездесеміз, болмаса Zoom'да кездесеміз деген сияқты нәрсе. Солай, басқа сұрақтарыңыз болмайтын болса, бұйырса келесі вебинарда кездесеміз, Алла қаласа. Дұрыс ести алмаған болса да, запись бола ма екен бізде? Запись болатын сияқты, Болып қалатын сияқты болады запись деген нәрсе, жалпы. Ал енді тағы нетіп жатса, келесі вебинарда бұйырса біздер кездесеміз, қоштаспаймыз, қолдан келгенше алдарыңызда қызметте боламыз. Так. Сұрақ, Естай, Ғалымбек жазып жатыр, Айка жазып жатыр екен. Осылардың біз не істейміз? Сұрақтарын оқып кетейікші, жауап беріп кетейікші. Айка, көп рахмет дейді, сізге де рахмет, сау болыңыз. Ғалымбек Беш дейді. В общем, бұл кісі курсын пихаттағысы келмейді да, сол үшін мен айтайын. Пихаттайтын несі бар, оның құрсын адам. Сол үшін менің мақсатым сіздерді осында алып келу, сіздерге пайдалы болу. Алсаңыздар өкінбейсіздер, оны мен өзім сенемін да ол нәрсеге ше. Сондықтан алып қалыңыздар. Қанша күннен бері пайдалы болып жатырық, енді міндетсіну емес енді, бірақ сізге де бізге де win-win ғой, былайша айтқан кезде. В общем, сау болыңыздар. Бұйырса Алла қаласа. Кездескенше. Әлде көресіңдер, бұйырса инстаграмға да шығады нәрсе, керекті нәрселер, егер сіздер именно результатпен, андай бір немен, көз тоятындай нәрсе сияқты дейтін болсаңыз, біз оны проблема емес істеу ол нәрсенің барлығы. Оған біздің күш қуатымыз да, оған біздің басқа да нәрселеріміз жетеді, мақтанғанда емес та. Просто как она есть, на самом деле не нәрсе біз соны көрсетеміз сіздерге. Ешқандай алдаусыз, арбаусыз, түсінген болсаңыз көзқарасыңызды жолына қарайсыз, түсінбеген болсаңыз онда дальше бойынша жолымызды бөліп кете береміз. Сол үшін сіздерге жаңа пробный курс бар, алып көресіңдер, менікі болса менікі, или болмаса вообще екі жаққа бүйтіп кете қоямыз. Мен сізді танымаймын, сіз мені танымайсыз, келесіде мен вебинарға кірмейсіз деген сияқты ұғымға келесіз да. Все, жақсы. Жақсы, сау болыңдар. Кездескенше.